мына өзгерісті қазір де мен көріп отырмын. Өзгерісті адамдар қабылдамайды. Сол бұрынғыдай бола берсе екен дейді де, ылғи қарсыластық туады. Республикалық спорт колледж осы Алматы қаласында орналасқан, қазақ спортының қара шаңырақ деп жатыр, соған келіп жатсыздар. Соның төңірегінде қазір дауламай өршіп тұр. Ол жақта енді жаңағы мектепті алып тастады дейді біреулер, жаңағы оны қалдыру керек дейді біреулер, керісінше академия ашқан жөн дейді. Бүкіл Қазақстан шулады, ойбай мына имаяқ келіп құртып жатыр. Спорттың бәрін құртты. Түсінбеушілік болған шығар, мен басында болмадым да, мына мен істеп жатқан жаңағы колледждің несінде де көбісі қарсыласып, жаңағы әлі күнге дейін у-шу болды ғой, болып жатыр әлі де. Сұрау керек, бұл өзгеріс не береді деген сияқты. Мысалы, менен әлі ешкім сұраған жоқ. Жақсы, Жұмажан Шабай, сіз жаңа комитеттің несін қолдап отырсыз, негізі жаттығу орталығы болған деген. Ал ол не береді деп ешкім сұрамайды да. Кейбір бапкерлер осы кей спорт түрлеріне, мысалы, қазақтарды көп қабылдай бермейтін дейді. Өйткені біріншіден енді түрлі аргументтер айтады екен. Тыныстар дейді, несі келмейді дейді. Әлі күнге дейін жасайды прикидка. Жарысқа бір 15-20 күн қалғанда жасайды. Кім баратыны белгісіз, бала жанып жүреді, не істерін білмейді. Жұмажан жоспарын қалай деді? Сосын мен 10 медаль аламын, Құдай қаласа Олимпиадаға барғанда деді. Оның 3-еуі алтын, қалғандары күміс қола болады деді. Ойбай, айтпа оны, журналистер естімесін деді. Өйтеме, қайдағы 57, мен сендерге 53 дедім. Біз 57-ні тұтамыз дейді. Ана неме еді? Алексей деген. Сол тұрата сөйлейді. Өйтеме, ала алмайсың дейм алтын. Жоқ, аламыз дейді. Бітті. Армысыздар ағайын, спорт пен ғылым егіз ұғым екені бұған дейін де талай мәрте айтылып жүрген, бірақ аса мән бермедік алғашында. Өйткені бұрынғы соқпақпен жүріп осы саланы дамытуға болатынын талай мәрте дәлелдеуге тырыстық. Бірақ соңғы жылдар көріп отырмыз, оған дәлел Токио Олимпиадасы және Бейжің Олимпиадасы, осы қысқы жазғы ойындарында соңғы жылдар Қазақстан тым сүреңсіз өнер көрсетті. Бұл күндер енді сол ғылым мен спортты қатар дамыту деген мәселелер айтылуда. Бүгін біздің береннің қонағы дәл осы спорт пен ғылымды ұштастыра білген азамат, Республика спорт колледжінің директоры Имаяқов Жұмажан Шалабайұлы. Енді әңгімемізді Жұмажан аға, өзіңіздің әңгімеміздің әрқисасын спорттан қалай бастағаныңыз жайында бастасақ, өзіңіз спорт мектебінің түлегісіз ба, қандай біліміңіз бар, осының бәріне нақты тоқталып кетсеңіз. Мен бастауыш мектепті бітіргеннен кейін Қарағандының ол уақытта спорттық профильдағы мектеп дейді. Қарағанды облыстық спорттық профильді, өз Қазақстанда екеуі ақ болған, біреу Алматыда, ол республикалық, Қарағандыда 71 жылы, екеуі де бір жыл ашылды. Облыстық мектеп интернат болды, жаңағыдай мектеп интернат болды. Мен соған 74 жылы, ол қалай болды? Ол уақытта спортта іріктеу өте қатты назар аударатын. Бір сол 74 жылдары ауылға автобуспен бірнеше кісілер келді. Сосын жаңа бізді жүгіртті, күрестірді, жаңа Белтемірге тартылды, сөйтіп, сосын біздің ауылда сол кездегі Көктөңгөл деген станцияда әкем сол уақытта сол жердің темір жол малокомплектный мектеп дейді, темір жолдың мектептері болатын әрнеде жаңа станцияларда. Содан біздің сол станциядан 4 баланы интернатқа шақырды. Осындай августте келіңіздер, емтихан тапсырылады деп. Содан августте келіп, тамыз айында келдік та емтихан тапсырып, содан екеуміз түстік. Жаңа ауылдағы екі балам екеуміз түсіп, сол Қарағанды спорт ұйымында еркін күреспен айналыстым. 74-те түстік, ол уақытта бастауышты мектеп бітіргеннен кейін келеміз, содан 81 жылы бітірдім. Үлкен жетістік менде болған жоқ. Қазақстанды бір рет тұттым бала күнімде. Атак облыста бір рет чемпион болдым, ондай үлкен жетістік болған жоқ. Өйткені мен ойлаймын да, неге ондай жетістік болмады? Мынау қазіргі олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондарын қарасам, олар бала күніне мақсат қойған екен де. Бала күннен мен болашақта олимпиада чемпион, Ермаханды сұрасаңдар, басқа нелерді сұрасаңдар, олар бала күннен мен чемпион болсам деген мақсат қойған екен де. А менде ондай мақсат болмапты да. Мен интернатқа келгенде құр айтқандарын істеп, күрес десе күресіп, жат десе жатып, тұр десе тұрып, жаңа режиммен жүре берген екенмін. Содан мен ең үлкен бір жетістігім, ол ЦС Спартак деген баяғыда не болды, Нальчик деген қалада 78 жыл ғой деймін. Сонда бір призер болдым, қола жүлдегер болдым, болды. Басқа ондай жетістігім жоқ. Сол жылы Қарағандыда СССР чемпионаты болатын болды да,
соған дайындық кезінде менің иығым шығып кетті да, содан иығым ойнамалы болып, менің жаңағы кішкентай жетістігіме қарап, және де білімде де мен сабақта, мен Қарағандыда интернатта оқып жүргенде, мен математикадан, спорт интернатта оқып жүріп, математикадан олимпиада ұтып алған адаммын. Сондықтан мені жаңа біліммен, спортта кішкене жетістігім, және тәрбиеме, білмеймін, әйтеуір мені 2 жыл оқытты, шығарып жібермей, 10 сыныпқа дейін оқытып, соны бітіріп, неге тренерлікті бастап кеттім. Содан кейін мен сол Қарағандының интернатын бітірдім. Ұстаздарым мықты болды. Мен әлі күнге дейін айтам, адамның ұстазына байланысты ғой деймін болашақта. Ұстаздарым мықты болды, менің тәрбиешілерім, класс жетекшілерім өте мықты адамдар болды да. Оқыған, тоқыған кісілер болды. Содан мектепті бітіргеннен кейін интернат деген бұл режимда болатын нәрсе ғой. Көбісі білмеймін, енді әркімнің ойы әртүрлі шығар, бірақ мен көп адамдардан, өзімен қатар оқығандардан сұрағанда, интернат көп нәрсе береді, да, сен өзіңді өзің қалай ұстау, нету. Бірақ интернаттан шыққан кезде сен бір кішкене мүгедек деп те айтуға болады, бірақ енді мүгедек емес, сен бір өзің шешпейсің, мәселелерін шешіп үйренбеген адам боласың да, сен шығасың. Өйткені сен үшін тәрбиеші ойлады, сен үшін класс жетекшің ойлады, сен үшін бапкерің ойлады, не істеу керек, қашан. Сен мектепті бітіріп шығасың, жаңа 7 жыл, сол кезде шыққаннан кейін өзің сені қарайтын адам жоқ. Мүлде басқа бір өмірге түскендей. Да, басқа бір өмірге түскендей боласың да. Сол уақытта кішкене мен институтқа түстім 81 жылы. Бірақ тәртіптің нашарлығына мені бірінші курстан шығарып жіберді. Содан мен жаңағы Ағадыр деген станса бар, Ағадыр ауданы болды ол уақытта. Сол Ағадыр ауданында жасөспірімдер спорт мектебінде 17 жасымда бапкерлікті бастап кеттім. Жоғары білім ештеңем жоқ, бірақ жаңағы менің оларда ұстазым болған, нем болған, ол не болды? 2 кітап болды. Біреу ол Матушяктың 100 уроков вольной борьбы деген, әр жаттығу 45 минутта жаңағы қайсысы қалай өту керек бәрі жазылып тұрды. Мына әдісті үйренесің, сосын келесі сабақта оны бекітесің, жаңа бала бекіту керек. Сосын 3-ші сабақта оны жетілдіресің, 4-ші сабағында мына әдіске сабақтас келесі әдіс кетеді. Сол ұстаудан, сол неден білдіңіз бе? Керемет кітап болды. Ең бірінші шыққаны Матушяктың өте керемет кітап болды. Соның арқасында менің артынан оқушым 4 жылдан кейін ол Қарағанды интернатына келдім. Енді өзімді институтқа келесі жыл қайтадан түскеннен кейін сол балам СССР чемпионы болды. Екінші кітап ол Войцеховскийдің «Быстрая вода» деген кітабы бар. Керемет кітап, сонда жаңағы ата-анамен қалай жұмыс істеу, бапкермен қалай жұмыс істеу, білім неліктен керек деген өте керемет кітап. Сол кітаптардың арқасында мен бапкерлік немді ешқандай білімсіз бастап, жаман бастаған жоқпын деймін, жақсы нәтижеге жетті балаларым. Бапкерлікті мына Ағадырда бастапсыз, сол кезде КСРО чемпионы шығардыңыз, мысалы жасөспірімдер арасында. Сол спорттық енді бапкерлік кәсіптен де ол КСРО чемпионы шығару ол заманда үлкен дәрежеді ғой. Сол кәсібіңізді ары қарай неге жалғастырмай, неге басқа салаға, яғни ғылым жолына кеттіңіз? Осының себеп салдары неде болды? Үгіттеген біреулер болды ма? Әлде өзіңіздің жүрек қалауыңыз солай болды ма? Жоқ, енді бұларда толық менің емес, енді алғашқы бапкеріммен, менен кейін менің бапкерлерім интернаттағы, менің бапкерлерім жаңа Қасым Жандос деген баланы дайындаған солар. Жеткізген, енді СССР чемпионатына дайындаған сол кісілер, ол кісілердің еңбегін енді ұмытпау керек. Ол кезде Гальвас, Сигал дегендер қазір біреу Израильда, біреу Германияда ол кісілер, сол кісілер дайындады. Сосын, ал енді менің бапкерлікті, мен бапкер болғым келді. Мен қайтадан қайтып кеп, 82 жылы институтқа қайтадан емтихан тапсырып түскеннен кейін, бітірген кезде, ол уақытта, біздікіне қазіргідей емес қой, ол уақытта жоғарғы оқу орнын бітірген кезде әркімді бөледі. Или шақырған жері болса, жаңағы шақыру нелері болады, қағаздар. Мен де Ағадырдан жаңағы шақыру қағазын алып ағам. Қайтадан бапкер болып, сол Ағадыр станциясына келіп, әрі қарай бапкер болам. Еркін күресті мен Ағадырда ашқан ментім ең бірінші сол кезде. Сол қайтадан барып сол жерде бапкер болам деген адаммын ғой. Олай болмады. Біледі ғой, адам ойлайды, Алла тағала өзі біледі, қайда сені жіберетінін, қай уақытта. Солай болды да, бөліп атқан кезде бізге соңғы 2 жыл ма 3 жылда Қарағандының педагогикалық дене тәрбиесі педагогикалық институт деп аталатын ол.
дене тәрбиесі деп аталады жаңа. Өзі басқа ешқандай мамандық жоқ. Только дене тәрбиесінің мамандарын дайындайды. Әр курста 250 адамнан мықты не болатын, ұстаздар да мықты болатын. Сол кезде соңғы мен екінші әскерден келгенде, әскерден кеп екінші курста оқып жатқан кезде бұрынғы қаланың бірінші хатшысы болған Досмағамбетов, қателеспесем, сол кісі ректор болып келді. Бірақ ол кісіні мен ешқандай көрген емеспін, танымаймын. Енді жаңа 4-ші курсты бітіріп бөліп атқан кезде бізді кім қай жаққа кететін, дәл менің алдымда бір қызды айтып атады. Сол уақытта ректор кіріп келеді. Ректор кіріп келеді де мен айтады осында, Имаяқов Жұмажан Ағадыр станциясына, Жезқазған облыс Ағадыр станциясына балалар мен жасөспірімдер мектебіне еркін күрестен бапкер болып кетіп бара жатыр, міне шақыру деп жаңа айтқан кезде ректор айтты, жоқ дейді. Қайдағы мектеп, қайдағы бапкерлік? Оны ғылыммен айналысу керек. Қай жерде институттарда орын бар, жіберіңдер мына Имаяқовты дейді. Сосын алына тұрады, жоқ, уже бөлініп қойған. Енді менде қызыл диплом жоқ, басқалар қызыл дипломды енді институттарға жібереді, а менде жоқ. Менде 1-3 болды бағамда. Содан ректор айтады, жоқ, біреуді алып тастаңдар да Имаяқовты неге жіберіңдер? Институтқа жіберіңдер дейді. Содан Атырауға кетіп бара жатқан бір қызды алып тастайды да мені Атырауға мұғалім қылып жібереді. Көрдіңіз бе? Сол кісінің, енді ол кісі себепші ғой, бәрі Алланың қолында ғой. Сол кісі себепші алды да мені Атырауға жіберді. Содан Атырауда 10 жылдай сабақ бердім Халел Досмұхамедов институтында. Сөйтіп мен бапкерлікке бара алмай қалдым. А негізі бапкер болам деген адам. Енді сіздің спорт өмірбаяныңызды оқып отырсақ, жалпы спортқа келуіңіз осы Қажымұқан атындағы мамандырылған спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатта әдіскер болыпсыз, одан кейін директордың орынбасары болыпсыз. Сол кезде кезең қалай болды? Жалпы сол жерде қандай шаруалар атқардыңыз? Біздің білуімізше, міне біз іріктеу комиссиясының жетекшісі болған екенсіз. Сол кезде іріктелген жастардың арасынан жарқырап шыққандар болды ма? Ол Қажымұқан мектебіне келуіме себепші болған бұл арада 2 адамда. Ол жаңағы Серік Нұрқасов деген өздеріңіз білесіз, Европа чемпионы, қарағандылық бокстан сол кісі Дәулет Тұрлыхановқа, Дәулет Дәкең ол уақытта не ететін. Агенттіктің төрағасы біздің министріміздің, сол Дәкеңе Дәулет Болатұлына айтады да, осында Имаяқов деген бар, сол кісіні шақырайық деп интернатта, Астанада қазір мейіс деп аталған РКС-тің жанында бұрын интернат болған. Соны алып Астанаға көшірді. Енді Астанада спорт интернат болмады ғой, мәртебесін көтеру керек. Астанада енді спорттың мәртебесін көтеру керек болғаннан кейін Дәулет Тұрлыханов соларға интернатты көшіреді. Өте дұрыс ой болады да. Содан сол жаққа барған кезде Дәкең мені жаңа шақырады. Ол да бір қызық не, Дәкеңнің сол кезде шақырғаны, мен декабрь 99 жылдың желтоқсан айында жаңа келем. Секең маған звондайды, Серік Нұрқасов, осылай Жұмажан кел, Дәулет Болатұлы сені күтеді деп. Содан келіп, қабылдау бөлмесінде тұрам. Қабылдау бөлмесінде сол кезде марқұм Шерхан Нұртаза аға тұрады, марқұм Храпа атай отырады, тағы басқа да мен теледидардан көретін кісілер ғана отырады. Ең бірінші болып сағат 9-да жұмыс басталған бетте Тұрлыханов Дәкең мені бірінші шақырады, қабылдайды, сосын осылай кадрлар керек, интернатқа барып жұмыс істеңіз деп мені осы интернатқа, Қажымұқан атындағы, Мұңайтпасов атындағы интернатқа келуіме себепші болған бірден бір Дәулет Тұрлыханов. Енді ол араға келгенде де мен әдіскер болдым басында, директор Байтұрсынов деген Серік Самратұлы болды. Бірақ онша маған енді назар аударылған жоқ, шыны керек, оны Дәкең білген жоқ. Секең мені, Серік Самраш, мен Жас Батыр деген не болатын, спорт кешені, соған жіберіп қойды да, мені жақындатқан жоқ спортқа, интернатқа особо. Мен сол арада жаңа жай жаттығуларды қарап, сонымен жай жүретінмін, сонда тәртіпті нені қарап. Артынан Қыдырбек Рысбекұлы деген келді, директор болып. Сол кезде ғана уже маманға сұраныс пайда бола бастап, сол кісі мені тартты. Мына әдіскерлікке, мына жаққа интернатқа алып келіп, сосын сол арада жаңағы маған көп сұрақтар, көп тапсырмалар берді. Ол кісінің бір жақсысы сол айтады, адам қай уақытта жетіледі дейді, жұмысты көбірек берсең, ана жұмысты әйтпесе, мына Абайды айтып кеткен ғой, уайым қайғы жоқтығы ғазырар адам баласын деп. Білдің бе? Қыдырбектің несі маған бір несі болғаны сұраныс болды, көрдің бе? Қыдырбек Рысбекұлы танымал спорт журналисі, жазушы,
былай қарасаңыз енді сол спорт мектебіне директорлыққа келгенде көптеген өзгерістер, жаңашылдықты енгізді ғой. Ой, көп енгізді. Ол кісі тамаққа қатты назар аударды. Сосын мынау жазу, сызуға көп назар аударды. Ол бір қызық не, жаңа Қыдекең директор болып келгеннен кейін енді талап етеді ғой. Жазыңдар, жаңағы жаттығудың жоспары, анау ол кісі енді түбегейлі нақты білмесе де қалай жазылу керек екен, бірақ жоспар бару керек екен, ол кісі сыра талап етті, енді болу керек екен, көрдің бе? Содан ой қызық нәрселер болды. Бапкерлер министрға Дәкеңе жаңағы не жазып, мыналар бізді жазу шығып жіберетін болды деп. Содан бір күні Дәкең келді де, енді бізге де кішкене ұрысты, немене жазғызып жатсыңдар деп. Дәкең келді де жаңағы бапкерлердің бәрін жинап, сосын кәні не жазғызып жатыр деді. Аналардың көрсететін түгі жоқ, ештеңе жазып. Сосын айтты, Қыдырбек, мына менің дәптерлерім сенде емес болсын, мен жазып жүрген, әкелші деді. Қыдырбек әкеліп, мынада үлкен дәптерлер болушы еді ғой, сондайдың 15-ін бағып келді. Міне, менің жазғандарым деді. Сонда сендер не жазып жүрсіңдер деді. Содан кейін бапкерлер түсіне бастады. Сонда бапкерлер тек қана жаттықтырам деп соны ғана ойлады ғой, басқа жазып жүрді, енді кішкене жай жазып қояды. Таңертең жаңа дене қыздыру жаттығу, сосын әдістермен жұмыс істеу, денені босату, созылу, бітті. Күн тәртібі ғой. Күн тәртібі сияқты бітті. Басқа жоқ қой. Сосын бірақ енді бапкерлер енді айтпаймын ол кезде жаман деп. Енді солай кетіп қалған шығар кейбір мезгілде, бірақ ылғи мықты бапкерлер болды. Ол кезде шын айтам, Нұрғазин, Ырысбек, кім еді? Амангелді Мұсабек. Біз енді көмір тарттық. Марқұм Жаналин бізде істеді. Біз көп бапкерлерді, Май Ауызовтарды алып келдік, енді Алшынбаевты алып келдік сол кезде. Олардың бапкері жаңағы Мұсабек, Аман ағаны алып келдік. Үлкен не болды. Сосын ең бірінші болып видеоанализді Қыдырбек кіргізді. Жұмажан осы анализ жасау керек деді. Сосын мен айттым, давайте онда камера сатып алып беріңіз деп. Ол кісі бізге камералар сатып алып берді, видеокамера. Сосын біз жаңа камералардан түсіріп келіп, басында бапкерлерді оны көргісі келмеді, қабылдағысы келмеді. Білесіз ғой, мынау өзгерісті қазір де мен көріп отырмын. Өзгерісті адамдар қабылдамайды. Сол бұрынғыдай бола берсе екен дейді, ылғи қарсыластық туады. Сол кезде жаңағы видеоға түсіру керек деген кезде нетті, ой, қайтет деп жаңағы әдіскерді жібереміз, Ардақ Болатұлы деген қазір қысқы олимпиадалық даярлау орталығы бар, сонда директор, менің оқушым, өзімнің дайындаған жаңағы, сол директор болып жұмыс істеп отырмын. Сол кісі жаңа камерамен жіберем, қалай түсіру керек екен, қандай орынды қалай таңдау керек екен, залға келгенде бірінші күні келуің керек, жарыс басталмай тұрып деймін. Сосын жаңа қай жерден ыңғайлы түсіру, адамдар алдыңнан өтпейтін, анау табло көрінетін, егер жаңағыдай таблолар болса, қанша ұпай алып жатыр, бәрін бағаланды ма, соның бәрін есептеп жаңа екеуміз түсіріп, басында бар. Сосын артынан енді бір көрсеттік, балаларды отырғызып қоятымыз, актер залға тренерді отырғызамыз, сосын бірінші балаларға айтамыз, сен қандай қателіктерің болды сол жаңа жарыста дегенде, ол өзінің ойын айтады, сосын барып бапкер айтады, сосын барып біз видеоны қосамыз, ал енді көріңіздер қандай болды деп. Содан кейін жарыстан кейін жарыс қылғы әдіскер сұрайтын болды, камерамен жүрсінші бізде деп. Камерамен барады, сосын келгеннен кейін телевизор алып беріңдер деп. Әр бөлімге телевизор алып бердік, өйткені аналар көру керек қой, өздері талдайтын болды. Соның арқасында, сол ізденістің арқасында, және де Қыдекеңнің бір кіргізгені жылына жаңағы біз қазір тамыз айында ғана іріктейміз ғой, ол солай емес. Жыл бойы қаланың мектептерін шақырып, жаңа іріктеу жарыстарын өтсеміз. Сөйтіп Үдербаев Азамат деген Азияның чемпионы еске кесуден, өмір айналыспаған еске кесумен біраз оқушыларды қаланың мектептерінен тауып алдық, солай іріктеп, қазір есімде жоқ аттары. Сонда Азия деңгейінде чемпион болған, Азия ойындары деңгейінде. Және де сол ізденістердің несінен кімді мысалы, сол кезде мен 7 жылдай орынбасар болдым да, сол 7 жылда қарасам, 5 жылда ғана мен жақсы жұмыс істеген екенбіз, Қыдырбек екенбіз. Қыдекең сосын 5 жылдан кейін ол кісі кетті де, оны комитетке төрағаның орынбасары болып кетті. Мен сол мектепте қалдым. Соңғы 2 жылда адамның көзі негізі дұрыс екен. Мынау 5 жылдан кейін айырбастау бар ғой, адамның көзін шел басады екен. Өйткені сен ойлайсың, ана сенің құрған жүйең жұмыс істеп жатыр деп, істемейді екен. Және де мен артынан қарасам, жаңағы 5 жылда бізде кім шықты? Әлемнің 5 түркін өзіміз алған іріктеген Алмат Кебісбаев шықты. 5 түркін әлемнің жүлдегері. Әлемнің чемпионы Ақшалов Мерей шықты. Сүлейменов бокстан, Ілияс Сүлейменов. Одан кейін тағы кім еді? Нұрсұлтан
Мейірім Нұрсұлтанов, қателесем. Да, мықты спортшысы. А содан кейін 2 жылда қарасам, менің атымнан ешкім жоқ, көрдіңіз бе? Неге олай болды сонда? Өйткені жүйе жасалды, бірақ мен уже іріктеуге өзім бармадым ғой, көрдіңіз бе? Ол уақытта біз іріктеуді жаңа бөлек-бөлек қоятынмын да, өзім жанында жүретім. Біреулер басқа біреуді кіргізіп жібермесін, жаңа адам пендешілік деген бар ғой, білесің ғой. Келеді саған сұрайды, ананы ала саш, мынаны ала саш деп. Сол уақытта сондай болмас үшін өзім жанында жүрдім. Сосын бір несі бар ғой, бір керемет несі. Мен сол кезде біз Қыдырбек екеуміз таза қазақ балаларына ауыр атлетика, садақ ату, ескек есуді аштық. Ескек есу енді аралас болды, бірақ ескек есуді бір қызық несі. Бір қай жыл екенін білмеймін, сол 3-ші жылыма орынбасар болып істеп жүрген кезде бір ақсақал маған кіреді, жаңағы іріктеу біткеннен кейін. Ақсақал үлкен кісі, бір 75-80-дегі кісі келеді. Сосын осындай мен Тараздан келдім дейді. Менің баламды мына еркін күреске ал дейді. Мен айтамын, аға, емтиханнан өтпей қапты ғой, мен қалай аламын оны? Іріктеу жарысынан өтпегеннен кейін мен ала алмаймын. Мынаны былай тапсырыпты. Мені тыңдасаңыз, мен бұны басқа спортқа берейін. Бала бойы бәрі бар екен, жақсы екен деймін де. Сосын арасы тұрып, қандай спортқа дейді? Мен айтамын, ескек есу деген спортқа деймін. Айқайласын ана кісі мен. Ей, сен не деп тұрсың маған? Менің атам балуан, әкем балуан болған, мен балуан болған, менің балам балуан. Енді менің немерем ескекші бола ма дейді. Сосын айтты, мен аға көмектесе алмаймын. Бала былай жақсы екен дедім. Күресті қайтесіз, сол барып, қазір бір салмақта қаншама адам, мынау ескек деген жақсы, отырып алды, ешкіммен төбелеспейді, есет, өзінің несіне байланысты деймін ғой. Содан шал бұлқан талқан болып, есікті тас еткізіп атып кетіп қалады. Бір уақытта 20-30 минуттан қайтып келеді, жаңа ақсақал. Қайтып келеді де, жақсы көндім сенің айтқаныңа. Бірақ мына баламен ерікпеген 3 бала бар, соңында аласың дейді. Енді ана баланы мен жаңағы 20 минутта алдында мен жіберіп қойған. Тиунов деген бар, ескек есуде бапкер, жақсы бапкер. Сол Тиунов Сергейге көрсетіп қойған, ол айтады, осы баланы алайыш деген. Сосын мен енді ана бала үшін 3 баланы алам дедім, жақсы дедім. Негізі ол болмайды, мен алам дедім. 4 баланы сөйтіп Тараздан, ескек жоқ, оларда су деген жоқ, жаңағы ескек есу деген спорт түрі жоқ. Еркін күреске 4 баланы алам да ескекке отырғызам ғой. Шерхан деген баламыз, фамилиясын ұмытып қалдым. Қазір ұлттық қорғау неме, жаңағы армия әскерде ме, бір президенттің қорғау несінде ме, сонда істейді. Чемпион Азия болды. Ересектерден де, юноштан да, юниордан. Қазақстанды 4 айдан кейін ұтып алды. Қалғаны біреу қайтыс болып кетті, ауырып, бір ауруға ұшырады, өзінің тұқымдарында болма, білмеймін, енді оны алла кешірсін, дұрыс айтпасам, ол бала қайтыс болды, енді өзі еліне барып, өйткені бізден шықты да, денсаулығына басы, сосын қайтыс болып кетті. Ал ана 2 бала, екеуі де Азия чемпионы болды, а біреу Азия ойындарының чемпионы болды. Қазір Олимпиадалық даярлау орталығында Астанада жұмыс істейді жаңа бала. Тамаша директор екен ағам. Жалпы ескек айтып отырсыз. Жаңағыдай қазақтар көп бара бермейтін спорт түрлері бар аға. Соған іріктеулер қалай жүрді? Мысалы, спорт мектебі деген қара шаңырақ қой бұлда. Спорттың алғашқы қадамдарын жасайтын, сол фундаменті қалыптасатын, жалпы басқа спорт түрлерінде қалай болды жағдай? Жаңағы сол айтамын ғой. Жаңағыдай басқа спортпен келіп өтпей қалғандарды біз жібермейтінмін мен. Бәрі қабылдап шығам, бәрі баланы көріп шығам. Білдіңіз бе? Бәрі баланы көріп шығамды, сосын жаңа бапкерлерге шақырып аламды, бапкерлерді отырғызып қоямын, жаңа садақтан нелерден. Сосын айтамын, қайсы сендерге ұнады? Аналар кетеді ғой, бәрін қабылдап кеткеннен кейін, сосын, например, Светлана тұрады да, Светлана Николаевна, маған ананы алсам жақсы екен, маған подходит дейді, договоритесь дейді. Сөйтіп, біз қазақ балаларын жаңа спорт түрлерін әкелдік қой. Көрдің бе? Жалпы енді осы Қажымұқан атындағы Қадырбек Рысбекұлымен талай сырлас болдық қой, әңгімелестік, салай сұхбаттастық, сол кезде айтатын кейбір бапкерлер осы кей спорт түрлеріне, мысалы, қазақтарды көп қабылдай бермейтін дейді. Өйткені біріншіден енді түрлі аргументтер айтады екен. Тыныстар дейді, несі келмейді дейді, табиғаты келмейді дейді. Сол үрдісті сіздер бұза алдыңыздар ма? Бұздық қой. Жүзуде мысалы біз Айгерім деген Тараздың қызын алып келдік. Тараздың қызын алдық. Ол Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы болды. Ересектерден де ұтып алды.
бірақ ары қарай енді мектептен кеткеннен кейін мен білмеймін оның не болғанын. Өйткені мектепте 2 жыл оқығанда ол жаңа ұтып алды, бәрін етті. Бірақ әкесі оның әскери адамтын. Әкесін басқа жаққа ауыстырды да қыз баланы алып кетті. Өйткені ол кісі әйелі қайтыс болған, есімде жоқ. Баланы өзімен бірге алып кетті, бізге қалдырмай. Мықты қыздар болды. Бұл бос сөзді мынаған жарамайды дейді. Оны өздерің көріп отырсыңдар ғой. Мен емес, мен дәлелдедім демеймін, оны әлем дәлелдеп отыр ғой. Қытайлар, жапондар, өмір азияттар 100 ұмайды дегендер қазір 100 ұйды. Жеңіл атлетикадан ұта алмайды дегендер ұтып отыр. Ол оған байланысты емес. Ол сенің қалай дайындауыңда. Қалай дайындайсың сен? Дайындау білесің бе? Міне, мен бапкерлерге айтам. Сендерді бір-ақ сұрақ, сендердің көбіңді 2 сұрақ мазалайды. Негізі бір-ақ сұрақ мазалау керек деймін. Сендерді мазалайтын көбіне қалай? Сендер сыртқы сұлбасын аласыңдар, көбіне қарайсыңдар да, Майкл Фелпс қалай дайындалды, или Такеда, японец дзюдодан Такеда қалай дайындалды, сендер соған назар аударасыңдар да, сыртқы сұлбасын аласың. Өйткені сен ішкі қалай оны дайындағанын сен білмейсің. Сосын екінші сұрақ, негізгі мазалау керек, сендерді сұрақ ол ғылым не дейді деген сұрақ болу керек. Мысалы, сендерде міне қарапайым адамдарда интернетте, ақпарат құралдарында көп информация жүреді. Ғылым бидеді деген бір-ақ сөз жүреді. Ылғи да контексттен жұлынып алған. Жаңағы енді сіз содан кейін спорт мектебінен кеткеннен кейін мәдениет және спорт министрлігі ол кезде? Жоқ. Ол кезде былай болды. 2007 жылы ма, 2007 ма, 6-да министрлік құрылды. Агенттік таратылып, министрлік құрылды. Темірхан Досмұхамедов не болып келді? Министр болып келді. Құлназаров төраға болды спорт комитетінің. Сол кезде Қыдырбек аға уже жаңа неде істеп жүрді. Зам қылып шақырды ол кісіні. 1 жылдан кейін бе, мені жаңа 2 жылдан кейін бе, мен 2 жылдан кейін. Мен неге келдім? Жаңа министрлікке шақырды. Құлназаров Анатолий Қашкенш деген біздің қазақ спортындағы бірақ ғалым ғой. Ең нағыз, нақты ғалым сол кісі ғой. Ғылымды білетін, өте бағалайтын, және де ол кісінің көріп келуі де бар да, адамды тани біледі, спортшыны бар ғой. Сондай керемет адам. Мен сол кісімен маған 2 жыл жұмыс істедім, өте мықты адам енді. Сол кісі мені жаңағы спорт резервінің жүйесін жасау, спорт резервін дайындау жүйесін жасау, жүйесін қалыптастыру үшін 2007 жылы шақырды. Ол уақытта спорт резерві басқармасы деп аталды, да, по-моему. Соның басшысы қойып, туризм спорт министрлігі болды, айтпақша, дұрыс айтасың. Сол кезде мені шақырып, мен сонда 2 жылдай жұмыс істедім, бірақ үкіметтің жұмысы өте қиын, әсіресе министрлікте хат, қағаз деген өте көп келеді. Қолың тимейді, сенің нақты жұмыспен айналысуға ғой, мәссаған, әзер уақыт табасың қонаған. Өйткені халық жаза береді екен. Қазір де жаза бересіз, қазір одан да көп жазады шығар. Ол кезде де күніне саған 15-20 хат келеді ғой. Сенің қол астыңда 3 адам бар. Сен өзің. Сен маған анализ жасау керек, онда жүйе қандай? Мен аламда жаңағы хатты 15 хат келсе 5 хаттан бөліп берем, жаңағы 3 қызыма. Өзім информация жинап, жаңағы талдаумен айналыстым. Сол кезде ең бірінші менің неткенім Анатолий Қашкештің бір жақсы сөзі айтатын, Жұмажан дейді. Не? Істеген істерің заңға қайшы келмесін дейтін. Өте керемет. Сосын айтады, бірдеңені жауып тастауға асықпа дейтін. Өйткені жабу оңай, ашу қиын дейтін. Өте күшті айтылған сөзі. Сосын өмірімде көрдім оны, тәжірибе жүзінде. Содан мен жаңа балалармен жасөспірімдер мектебінде сол кезде 30 жасқа дейін, 29 жасқа, 30 жасқа дейін спортшылар жүре беретін. Мен алдымда 17 жастан кейінгілердің бәрін шығарып жедім. Бүкіл Қазақстан шулады, ойбай, мына имаяқ кеп құртып жатыр. Спорттың бәрін құртты, жүйесін құртты деп. Сосын Темірхан марқұм ағамызды шақырып, не істеп жатсың, не құртып жатсың, мынауың не, бүкіл Қазақстан шулап жазып жатыр. Сосын мен айттым, аға, сіз мен резерв жүйесін жаса дедіңіз. Мысалы деймін, бір жасөспірімдер мектебінде еркін күрестейік. Еркін күресте 2 штаттық бірлік болса, соған мен кеп отырайын, или сіз кеп отырыңыз немесе деймін да. Сіз кеп отырдыңыз, сіздің спорт шеберлеріңіз көп ақ. Сіз аласында 3 бала спорт шебері 1,5 ставканы алып қояды. Сіз соған бапкер болып отырасыз, 1,5 бірлікті алып қояды. Сонда жартақ бірлік қалады. Жаңағы мектепте спорт резервін дайындау үшін. Оған кім келеді? Жалақысы ол уақытта 20 ақынға 15 ақын. Оған кім келеді?
және де ол неше 14 бала жинап алады жақсы. А сіз мына спорт шеберімен 30-ға келгенше, ол 20 жасында спорт шеберінің орнында да 30-ға келгенше 10 жыл отырасыз сан жерде. 10 жыл адам бала ала алмайды. Қайдағы резерв аға деймін да. Сосын тұттық, дұрыс айтасың деді. Сосын артынан коллегия болған уақытта жаңа облыстың басқармалары бәрі келеді ғой. Соқта Пахомов деген ғой деймін, Ақтаудікі тұрды да. Вот осындай құртып жатыр спорттың жүйесі, мына спорт резервіне кейін балалар мектебінен жаңа 17 жастан кейінгілердің бәрін қуып шығып жатыр деген уақытта Темірхан тұрды да. Қалай аталады? Как называется школа? Сосын ана тұр, детская, юношеская, спортивная школа, олимпийская резерв деген деді. Детская, юношеская деп тұр ғой, атау айтып тұр емес пе балалар мен жасөспірімдер? Онда үлкендердің несі бар деп аузын жауып тастады. Бәрі тынышталды. Сосын ол арада бір неткенім, екінші жасаған нем, ол жаңа жоғары спорт шеберлігі мектебін ашқыздым. Ол уақытта Қарағанды мен Алматыда ғана болатын. Енді маған жаңағы жасөспірімдер спорт мектебіне шыққаннан кейін жаңағы 17 жастан кейін бір жерде болу керек қой. Өйткені мына жақтан етпейді. Сосын мен алдым да оларды ШВСМ ашыңдар дедім. Ол кезде де шу басталды. Қалай біз бір ШВСМ-ға, әсіресе Шымкентте, ол уақытта кім екенін білмеймін, төрағасы болған Қызылорда екеуі шықты. Ойбай, қалай біз 2,5 мың адамды, Қызылорда 1,5 мыңды бір мектепке сыйғызамыз деп. Сосын мен айттым, онда тізімдерін жіберіңдерші дедім. Мен тексерейін, кім бар жарысқа қатысып жүр, кім баяғыда қойып кеткен спорт шебері, бірақ сенде тіркеліп тұр, қазір тексерейін. Жіберші маған фамилияларын бәрін деді. Үн-түнсіз қалды. 2 айдан кейін жоғары спорт шеберлігін ашты бәрі. Бәрі емес енді, қазір 12 ма сондай. Сосын үшінші мына біздің республикалық жаңа жоғары спорт шеберлігі мектебі болды, соларды өзгерткім келген. Бірақ ол уақытта Анатолий Қашкенш бір жылдан кейін пенсияның жасына келді, бірақ министр тағы бір жылға алып қалуға мүмкіндігі болатын. Өйткені үкіметте сондай ол уақытта сондай заң барын. Сондықтан Анатолий Қашкенш тағы бір жылға қалды. Сол кезде мен жаңа бастаған, мен өз ШВСМдарды реттеуді, жүйесін жаңа сатылап, қайдан қайда көшетінін дайындауға. Сол кезде, соны жасайын деп атқан кезде, Анатолий Қашкенш кететін болды пенсияға. Онда бір жылы бітті де, басқа адамдар келді төраға болып. Сосын олар сұрады, мен 20 жыл не істеп жатсыз деді. Мен айттым, осылай қазір мына жүйелерді өзгертіп жатырмын, бүйтейін деп жатырмын дедім. Сосын тұрды, жоқ, оны қайтесіз, сол қалпында қала берсін деді. Сол кісілер қазіргіде, по-моему, жасөспірімдер мектебінде қайтадан 27 жасқа дейінгі жасөспірімдер жүр әлі. 27 жаста көрдің бе? Жүйені қайтадан бұзып тастады да, қайтадан қайтарып әкелді. Мен сондықтан өтініш жаздым да, өз еркіммен жұмыстан шығып кетіп қалдым. Министрліктен. Содан кейін қай жерге жұмысқа бардыңыз? Сол спорттың түрлерінде жүрдіңіз, алыстаған жоқсыз біздің білуімізше, әлде? Мен енді кішкене нелеу адаммын да. Өзім енді кішкене сенімді, өзімді мақтаншақтау адам боламын, енді шынын айту керек, мойындау керек. Мен өзімді мықты маман деп санадым Қазақстанда. Өйткені неге? Маған кезінде сен Қазақстандағы ең күшті деген білесің бе, кім айтты? Макс Байгузенович деген бар еді ғой, Қажымқан Z деген білесіңіз бе? Ең бірінші кітап шықты Қажымқан. Сосын Иманғали деген кісі болды. Қашқынбаев деген Парыгиннің тренері болды. Солар бір кездері Дәкеңнің тапсырмасымен бүкіл интернаттарға талдау жасады да, талдау жасап кеп, ең соңғы Қажымқанға келеді. Сонда Қажымқанға келеді, Қажымқан ол уақытта Қыдырбек емес, директор, жаңа 2000 жылы кімдер болады? Байтұрсынов болады. Тексеру басталады да, аналар дұрыс құжат бере алмай ма, білмеймін. Содан Серік Самұратұлы жаңағы кімді Талғат деген ол уақытта замытын, соны шақырып апты да, осы ана дәулет жіберген бір көзілдірікті бала бар еді ғой, соны шақыр, сол бірдеңе білетін сияқты, мына комиссиямен разбираться етсінші жаңағы нетсін деп. Содан Серік Самұраш мені шақырады, сосын айтады, мыналармен нетелесің бе, мынаны дұрыстап қағаздарды бере аласың ба, справкасы бәрі дұрыс болсын. Мен айтамын, жақсы, маған бір 3-4 күн беріңіз, қағаздарды беріңіз, құжаттарды жаңағы бүкіл спорт түрлерінің мен бәрін дұрыстаймын дедім да. Жақсыны жақсы қылам, жаманды да жақсы қылып жіберем дедім да. Содан тұрып, ол кісі жақсы деді, бірақ 3 күн емес, ертең таңертең беруім керек деді. Өмірі компьютер істеген, мен бұрын институтта істеген, бізде институтта лекциямызды машинкамен басамыз. Біздікі машинка, компьютер жоқ. Қажымқанда жаңағы бір-ақ компьютер бар екен да. Соны бір күнде таңғы 4-ке дейін компьютер үйрендім. Сол кезде бухгалтерияда Қажымқанда бір немістің қызы істеді. Соғыз маған көмектесті. Таңғы 4-ке дейін мен анау Excel'де қалай істеу керек, таблица қалай жасау керек, қалай график сызу керек, бәрін соғыз үйретті. Әйтпесе ол уақытта Microsoft'тың кітабы мынандайтын.
ананы ашып табам дегенше қаншама уақытың кетеді. Ана қыз мені үйретті қалай түсу керек екен. Таңғы 7-де бітірдім ғой. Сосын 1 сағат көз іліп ғой, ол уақытта бір бөлме жалдаймын. Менің жалақым 5000, а бөлмеде 5000 тұрады. Bir орыс пен кемпір шалдың Астанада бір кемпір шалдың бөлмесін жалдап тұрдым. Соларға айттым, сағат мені 8:30-да оятыңызшы, 1,5 сағат ұйықтап алайын деп. Ұйықтап алдым, аналар кісілер отайтты да, шай берді. Сосын мен жұмысқа келдім де, сағат 9-да жаңағы Макс Байгожинович, Иманғалиев, октябрята дейді, бұлар волейболистер болған, баласы волейболист. Білуің керек сен. Марқұм болып кетті ол кісі. Иманғалиевтің әкесі ғой. Вот соның әкесі. Есебек Иманғалиев. Есебек аға. Солардың алдына келіп жаңағы қағазды қоям ғой. Ашады да шөуіне Қашқынбаев шөуде отыр. Қайрат Қашқынбаев деген білесің ғой, тоже ақсақал. Қаратты. Замды шақырды. Болды, ана ешқайсы керек жоқ, осы жігіт қалсын бізбен деді. Сосын жаңағы жерде отырды да маған жаңа не берген, жаңағыдай рух берген кісілердің бірі сол кісілер болды. Деді, сен деді, Қазақстандағы деді, ең күшті әдіскерсің деді. Бірақ бізден кейін деді. Содан кейін дәулетке барып келеді, дәулет дәкең риза болады анализға. Және мен аламда жаңа 8 интернаттың маған айтады, енді 8 интернатты қоста дейді жаңа кісілер. Маған 8 интернаттың қорытындысын жасап салыстыр бір-бірімен дейді. Мен 8 интернатты тағы бір күн таңғы 5-ке дейін отырып 8 интернатты салыстырамын да, анализін, справкасын жасап ағаларыма берем. Ағаларым дәкеңе кетеді, дәулетке барып көрсетеді. Дәкең көреді, қай интернат қандай деген, сосын алады да, ағаларыма бір-бір шапан кигізген, там ақшалай сыйлық берген. Сосын ақсақалдар келеді да, мені кешке маған келеді да, Жұмажан деп жаңағы алған ақыларынан жартысын, бәрі үшеуі жартысын тастап кетеді ғой маған. Өмірі көрмеген ақшам тап 5000 алып жүрген, бір күнде сол кезде қателеспесем $1000 ма сондай беріп кетті ана ақсақалдар маған. Дәкең енді риза болған ғой жұмыстарына кісі. Алып жаңағы маған бір күнде солай үлкен ақша тапты, 5000 нетіп жүрген адам. Қаншаға майлап. И жаңағыда рух беріп кетті ғой, Қазақстанды еңсе. Содан кейін өзімді мен мықты деп санайтын адаммын да. Көрдің бе? Содан кейін жаңағы сіздің жұмыспен. Содан енді жұмыстан шықпайын ба? Жұмыстан өтініш жазып шықтым. Бірақ менің өтінішіме қол қоймады, өйткені мен сол жылы Сингапурда бірінші жасөспірімдер олимпиадасы өтетін болды ғой. А мені Күлназар сол кезде сол ненің басшысы, делегацияның басшысы боласың деп бекітіп кеткендік делегацияның құрамына. Содан мен шілде емес, маусым айында жаңа өтініш жазып кетем жұмыстан шығаруын деп, бірақ бұлар мені шығармайды, өйткені олимпиадаға мен айырбастау үшін, бармас үшін 2500 швейцарский франк төлеу керек болады да, сондықтан айыппұл төлеу керек, өйткені адамды айырбастап бір айға ғана уақытта. Сондықтан мен олимпиаданың несіне барып келдім, жасөспірімдер олимпиадасында. Сонда менің Анатолий ағаның кезінде әлі бармай тұрғанда мен енді уже зерттегенмін ғой, резервте кім бар, қандай спортшылар бар, сосын лицензия алғанымызды білем. Сондықтан айттым да, мен Анатолий сұрады бір күні, Анатолий Қашқанов тұрды айтты, Жұмажан, жоспарың қалай деді. Сосын мен айттым, 10 медаль аламын, Құдай қаласа олимпиадаға барғанда дедім. Оның 3-еуі алтын, қалғандары күміс қола болады дедім. Ойбай айтпау оны журналистер естімесін деді. Бәле қыласың сосын деді. Сосын жақсы дедім. Мен өзім просто мен айтамын, ылғи да мен өзіме жоспар қоямын. Мен жоспар қоямын да, бітті соған жетуге тырысуым керек. И Сингапурдағы олимпиадада сол кезде 2 алтын алдым, қалған күміс қола болды. Енді бір алтынның кемшілігі, енді оны бапкермен екеуміздің арасында түсініспеушілік болды да, бапкер дұрыс етпеді, мен тыңдамады да, содан бір алтын ала алмай қалдық. Негізі 8 медаль алып қайттық. 280 болды. Не болды? Өжде нақты не болды? Бір алтындан айырылатындай. Алмай қалғаны бапкер олимпиададан білесіз ғой, бір алтынның құнында қымбат қой. Да. Ол енді жасөспірімдер, көрдіңіз ба, бірінші жасөспірімдер олимпиада ойынына біздің мемлекеттер онша назар аудармады. Өйткені оның программасын көргенде бәрі ойлады, мынау олимпиада ма, не жай балалар қарым-қатынас жасау үшін жасалған ба деді. Өйткені онда жаңағы ылғи мәдени шаралар көп болды. Мұражай ашылып, әр мемлекет өзінің несін көрсетті. Біз қазақтар өзімізге сонда мұражайлар болды. Әлемдегі бүкіл жаңағы ең жақсы скульптура дейді ғой жаңағы. Сондай мүсіндерді әкелді, сондай дискотекалар болып жүрді. Көрдіңіз бе? Сондықтан көбісі назар аудармады. Біз үйренген ғой, біз енді жаңағы кеңестер одағына шыққан адамдар, біз жаңағы медаль үшін барған адамдармыз. Мен енді өзіме кейбірде ойлаймын, менікі де не шығар, күнде кешке жиналыс өткізем. Ертең кім шығады жарысқа,
жағдай жасалды ма, дәрігер сен дайынсың ба, бәрін жанында болуың керек. Такси, менің астымда машина ғой, жаңа машинаны кез келгенде берем, жаңа мен астыма машина бекітіп қойған, тегін. Мен айтам, все, кез келген уақытта қолданыңдар. Мен қонақ үйде жатуым керек, қонақ үйде жатқан жоқпын, мен спортшылармен бірге олимпийский деревняда жаттым. Білдіңіз бе? Деревня жаңағы Сингапурда бір өзі университет бар екен, бірақ университет, жаңағы көбісі IT мамандығы ғой. Сол университет, бірақ мен ол университет көргенде бар ғой, таң қалдым. Мен басында ойлап қалдым, бұнда физкультура, жаңағы дене шынықтыру институты, спорт институты шығар десем, ол жоқ, жаңағындай жай қарапайым IT программистердің несі екен. 2 бассейн, тир далада ататын, садақ ататын, тренажерный залдар. Ішінде жаңағы университет 84 пе 94 ғимарат. Ішінде 6 ма сондай автобустар жүреді. 6 маршрут бар. Керемет екен ана бар ғой. Таң қалдым. Сонда жаттым балалармен бірге. Сонда бір қызық болғаны, Чиншанло алтын алмай қалды. Неліктен? Өйткені біріншіден әлем чемпионы деген атағы бар ол кезде. Ол кезде ол уже ересектерден арасында әлем чемпионы болғаннан қыз ғой, 52 килограмм салмақта. Мына жасөспірімдер олимпиадасында 53-ке. Мен айтқам 53-ке келетін болсын. Все, мен оны жоспарлап қойғам алтында. Олар кешігіп келеді. Айтады, осындай жұман шабаш кешігіп келейікші біз дейді. Жақсы дедім. Штрафын төледім, спортшы үшін, бапкер үшін. Бұлар келеді. 57-ке шығамыз дейді. Мен айтам, қайдағы 57, мен сендерге 53 дедім ғой. Біз 57-ні тұтамыз дейді. Ана неме еді? Алексей деген. Сол тұрата сөйлейді. Мен айтам, ала алмайсың деймін алдым. Жоқ, аламыз дейді. Жақсы, келеміз жарысқа. Чиншанло алады да, өзінен 2 жас, сол кезде, по-моему, қателеспесем 2 жас па Қытайдың кішкентай қызынан үлкен салмақ құтылып қалады. Әлем чемпионы деген далай атағы болады. Ересектен әлем чемпионы келеді ұтылып қалады. Жасөспірімдерден, өзінен жастардан. Сосын артынан енді ұтылып қалады. Содан Алексей айтады, мен олимпийский деревняға кірейінші дейді. Мен айтам, жоқ, кірмейсің деймін. Кіргізбеймін сені. Содан Дигай деген кісі болды, ақсақал. Мен олимпиадаға барған. Қазір, по-моему, Ресейде деді ме, Белоруссияда деді ме, ауыр атлетикада, Талдықорғандікі ме, бір ақсақал ақшашты әйтеуір. Может, фамилиясын қателесіп тұрған, бір кәріс ақсақал бар. Содан көңіл күйім жоқ. Жаңа бөлмеде жатырым. Ес қағады түнгі 1-де. Сосын кім десем, мен ес жауып қоямын, өйткені темек тартам ол кезде. Олимпиялық деревняда тартуға болмайды. Жәнте спортшыларға арналған жер. Содан вентилятор жылдам қосып, кондиционерді қосып, есікті ашсам, жаңа кісі тұр. Не болды десем, Жұмажан Шалабаш, ертең мен сізге алтын жасап беремін дейді. Қалай деймін? Жапаркөл рейтинг бойынша ең соңғы орында тұр. Египет қана тұр оның арасында. 8 адам ғой. Менікі 7-ші болып тұр, Египет 8-ші көтеретін десінде. Кім тұрады да, жаңа айтады, таңертең бірақ дейді, таңғы 4-те машинаңыз дайын болсын дейді. Жақсы деді, все, болды. Содан таңғы 4-те машинам дайын, екеуміз неде кездесеміз, машиналар тұратын жерде мініп аламыз да, жаңағы ауыр атлетика өтетін жаққа қарай барамыз. Жаңаға келеміз, келсек, машиналар келіп жатыр тоже. Бегом дейді де, жаңағы жүгіріп алдымыз. Сөйтсем, жаңағы ауыр атлетикада тактика бар екен, анау телевизор жақын тұру керек, заказ беретін жер жақын тұру керек, анау вестармен нететін, білдің бе? Соны атты мына помостқа отырыңыз деп үстіне орындықты қояды, мен жаңағы отырам тапжылмай. Все, осы арада отырыңыз, мен кеттім дейді, кетеді. Бәрі сөйтіп жаңағы орынды алып қою керек екен, жақсы орындарды, білдіңіз бе? Көрінетін болу керек пе, жаңағы ең біріншісі біздікі, короче. Мына жақта жаңағы, да. Мен отырдым, ол кетті, мен айттым, бара берейін сен дедім, барып тамағын ішіп, спортшың дайындап әкел. Содан мен сол арада тапжылмай 4 сағат отырам, таңғы 8-ге дейін. 8-де ол келеді, сосын спортшы артынан келеді, мен кетемін басқа спорт түрлі. Сосын енді Жапаркөл шығады деп сағат 11-де ме, сондайда шығады. Маған ол уақытта мына Сингапурдың кереметтігі бар ғой, біз келдік қой, сонда бәрімізге бір телефон берді. Білдің бе? Сонда менің телефонымда спортшыларға да бәріне берді. Менің телефонымда менің спортшым қай жерде сағат нешеде шығатыны хабарлама кетіп тұрады ғой. Жарты сағат қалғанда дух деп ұмытып кеткен жоқсыз ба, сіздің спортшыңыз қазір ана жерде шығады дейді ғой. Керемет деп дамып кеткен мемлекет қой. Содан жаңа Жапаркөлдің шығатын несіне барам. Зүлфия айтады, мен де барайыншы дейді. Жаңа Чиншанлоны алып алам, екеуміз келіп отырамыз жаңа жерде. Отырған кезде Жапаркөл келеді, Жапаркөл шығады жаңа. Анау Алексейдің інісі.
Ол да келіп жаныма отырады. Енді білмеймін, сол кезде алады да, әдейі істеді ме екен білмеймін. Жапаркүл бірінші несін көтере алмай қалады. Неге? Өйткені Чиншанло енді ренжіп отыр, ананы көргісі келмейді, анасында маған бұрқылдап бірдеңені айтып, аналар келмесінші деген. Бір уақыттан отырады да, Жапаркүл қолына не жағып, енді келіп штангыны ала берген кезде, Жапаркүл давай деп айқайлайды. Ана басын көтеріп бүйтіп қарайды да, көтере алмай қалады. Бітеді. Менің көңіл күйім түсіп. Екі мүмкіндігін қалт жібереді ғой. Енді біреуін. Да, екеуі қалады. Енді біреуін етсе баранка. Да. Екеуі жоқ, үшеуін нетсе баранка. Енді бір баранка бар уже. Россия мықты көтереді. Максия бізден 52 килограмм оның несі, разницасы бізбен 52 килограмм салмақ па, 55 килограмм сол кезде. Содан тұрам да, әбден ерімштеп, мәсін. Алды да кім? Жапаркүл екіншісін көтерді, үшіншісін бірдеңе, әйтеуір бірдеңе істеді ана деге. Біресе алама, біресе береме, әйтеуір бірдеңе істеді, Жапаркүл батты. Көтерді. Аналар көтере алмай қалды. Жапаркүлдің екінші көтерген салмағын бәрі түк-түк баранка, сөйтіп алды да. Жапаркүл үшінші Ресей көтерді, уже екі баранкасы болды. Бір баранка, біреуін көтерді. Әзір үшінші попыткадан ба, сондайдан. Екінші попыткадан ба. Сосын үшіншіге келгенде Жапаркүл жаңағы қойған үлкен салмақты алды да көтеріп алды. Ресейлік көтере алмай қалды. Содан Жапаркүл бірінші орын алып кетті. Дегайдың мықтылығы, кереметтігі сол кезде маған екінші алтынды алып берген сол болды. Бір алтынымыз алмайған ол таеквондодан болды да, Нұрсұлтан, білесің ғой? Кім еді? Мамаев Нұрсұлтан. Ол тұрып қалды. Бапкермен екеуінің арасында бірдеңе болып қалды ма, бапкер ұрысты ма, ау бала жақсы көрмейді, ана ұрысқан нені. Оны только былай жақсылап былай сипалау керек те. Оған бірдеңе айтты ма, бала тұрып қалды әйтеуір. Не болғанын білмеймін, артынан дұрыстап бапкер де маған түсіндірмеді. Содан ұтып атқан бала ирандықпен финалда тұрды да қалды да, сонымен күміс алып қалды. Атак қалған грек-римнан алдық. Сосын ауыр атлетикада, дзюдодағы алтынды, енді ол микс болды, көрдіңіз бе? Микс, сондықтан біз оны өзімізге мен санай алмадым да. Атак үшінші алтын негізі болды менде. Дүйсенов деген бапкер болды, Қаражалдікі. Сол кісінің оқушысы командалықта, командалар бірінші орын алды. Екі қыз, екі ұл болды да, олар бірінші орын алды. Сонымен үшінші алтын болды, бірақ ол менікі емес, таза. Сондықтан мен оны санаған жоқпын. Солай болды. Сол кеткен енді, сол уақытта сіз енді ресми қызметте жоқсыз, спорт комитетінде кеттіңіз. Мен уже жоқ, кеткенде әлі мен шығарған жоқпын, мен ресми қызметтемін. Ресми қызметте. Мен әлі қол қойылмаған өтінішіме. Содан кеттім, сосын жаңа неден басталды? Мен өзімді керемет мақтаншақпын деп, маман деп санаймын ғой. Үйде жатам, ешкім шақырмайды. Мен ойлаймын, мен неужели күшті емеспін, мен ешкім шақырмайды. Мен маман деп санаймын өзімді керемет спорт саласында деп. Бір уақытта Төлеков Қанат деген мықты азамат, солада олимпиадалық, Астанадағы олимпиадалық даярлау орталығының, республикалық олимпиадалық даярлау орталығының директоры, сол маған телефон соғады. 11 ма қыркүйектің. Жұмажан Шалабаевич, жұмысқа шықпасаңыз шықпаңыз, бірақ карточкаңыздың номерін жіберіңіз. Жақында жалақы, ең құрмаса сізге жалақы жіберейік. Атак, мен сізді жұмысқа шақырам дейді. Содан келем де мен жақсы ойбай қайда карточкаға өзім алып келем деп жаңа жұмысқа шығам. Бір ай болмай мені алады да, бір айдан кейін Юра Мельниченко звондайды. Ол уақытта мына күрес түрлерінің Алматыда болды ол уақытта. Күрес түрлерінің олимпиада даярлау орталығының директоры. Сол маған телефон соғады, айтады: Жұмажан Шалабаевич, сіз жаңағы неде, ана жерде көркем гимнастика, сондай спорт түрлерінде жаңа жүзу, соны маған енді Юраның айтқаны ғой, дейді: Жұмажан Шалабаевич, вы же не пловец, не там легкий атлет или бірдеңе деп айтады да, вы же борец, маған келсеңіз, көмектесіңіз. Келесі жылы 2011 жылы екі возрасттан әлем чемпионаты болайын деп жатыр. Содан кем дегенде 3 медаль алу керек. 3 алтын алу керек. Былай 7 медаль, 8 медаль керек дейді. Сосын мен қалай барам, мына жерде мені ең бірінші болып жұмысқа шақырған мына Төлеков деген азамат, Қанат деген. Сол кісіден рұқсат сұра, егер ол мені жіберсе, мен барам дейді. Сосын ол Төлековке звондайды, Төлеков айтады: жақсы, 1 жылға барып келіңіз аға дейді. Көмектесіңіз дейді. Содан Юраға келем. Юра өте, мына Мельниченко өте сауатты, сосын ұялмайтын адам да, білмейтін нәрсесін сұрайды. Мен сонда айтам ғой: Юра, сен 3 жас ерекшелігінен де әлем чемпионсың, жас өспірімдерден де, жастандарда, ересектерінде де олимпиада чемпионсың, Қазақстан құрамасының бас бапкері де болдың.
мен саған не үшін керекпін деймін да. Сонда айтады ғой, Жұмажан Шабаевич, менің білмейтінім көп екен ғой дейді ғой. Көрдің бе? Мен әлі күнге дейін мен мында жұмысқа қазір РКСК-да мен жұмысқа 8-ден 15-20 кеткенде келем. Ана жақта да мен солай 8-де келетімін. Жаңа неде істеп жүргенде, Юра шақырғанда. Соны біліп апты да, күзетшілерден қай уақытта келетімді. 8-15 минут қалғанда бұл келетін болған ғой. Шай қойып қояды да, мен өтіп бара жатқан уақытта, Жұмажан Шабаевич, может, чайку попьем дейді кабинетіне. Сосын кірем, сосын әңгімелеседі, жаңа сұрайды, чаймен отырып. Не бізге еврейлігі бар-ау деймін өзінің. Білмеймін енді тұғымда. Чаймен отырып сұрайды, анау қалай, неге сіз солай ойлайсыз? Бірақ мен ол кездегі білім деңгейім өте төмен, мен шын айтамын. Мен қазір кішкене білем. Ол уақытта айтуға болады түк те білмеймін деп бар ғой. Өйткені ғылымға асан неткенде тапшылық болды. Тапшылық болғанда қазіргідей интернет болған жоқ ол кезде, білдің бе? Мына Абай атамыз айтқан ғой. Ғылым деген адамды тез қартайтатын кәсіп дейді. Өйткені дейді, білгеніңді тыңдайтын адам жоқ дейді, білмегеніңді сұрайтын адам жоқ дейді, көрдің бе? Қазір білмейтініңді компьютер бар да. Бәріміздің мүмкіншілігіміз бірдей, өйткені компьютерден дұрыстап іздесең, жақсы нәрселер тауып алуға болады. Жаңа беделді ғылыми журналдар бар. Ондағы зерттеулерді сатып қана ала аласың. Тегіндер аз болады оның ішінде. Соған қол жеткізе алмады ол кезде, көрдіңіз бе? Кітапты іздеп жүру, жаңағы мектептің ішінде кітаптар ол уақытта аз болды. Ол үшін кітапханаға баруың керек болды. Сенде мына жерде жаттығу, жаңағы ең міндетіңді, қызметтік міндетіңді атқаруың, сосын жаттығуға барып, жаңағы олардың жүрек соғысын бақылауың керек, жаңағы жүктеме деңгейін қарап отыруың керек, қай уақытта дәрі-дәрмекті қай уақытта беру керек, жаңағы белсенді қоспаларды. Соның бәрін ету үшін уақыт болмады да. Сондықтан мен ол жерге Юраға келгенде қазір ойлаймын, сонда Юра мені керемет маман деп шақырды. Мен шын айтсам, қазіргі деңгейіме салыстырсам, мен оларды түк те білмеймін. Ештеңе де білмейді екен. Сонымен сол жерде қанша жыл еңбек еттіңіз? 1 жыл жұмыс істедік. Юра өте керемет адам дегенім, ол мені тыңдады, айтқанымды істей білді. Мен айттым, біріншіден маған мына спорт түрлерімен әдіскерлер менімен бірге жарысқа бару керек. Сосын әлем чемпионатына дейін біз 4 жарыс кем дегенде өтуіміз керек. 4 жарыс өтуіміз керек. 4 жарыстан кейін, 3 жарыстан кейін біз әлем чемпионатына кім барады, Азияға кім барады анықтауымыз керек дедім. Өйткені екеуіне бірдей біз ала алмаймыз. Егер Азияда чемпион болса, әлемнен ала алмайды дедім. Сосын ол тұрды да, жақсы деді, 3 жарыстан кейін бапкерлер бәріміз отырып, нетіп, шешіп, Азияға баратындар бірден анықтап тастадық. Олар уайымдамас үшін әлем чемпионатына баратындар тоже уайымдамай, ешқандай мені қазір прикидка, бұл бізде көп қой, әлі күнге дейін жасайды прикидка. Жарысқа бір 15-20 күнге қандай жасайды. Кім баратыны белгісіз, бала жанып жүреді, не істерін білмей. Жүйкесіне салмақ түседі. Да, жүйкесіне өте, ama біз көбіне бар ғой, міне өте күшті айттың. Біз көбіне адамның денесінің шаршағанын айтамыз, физикалық тұрғыдан айтамыз. Тұрғыдан қараймыз, физический состояние деп, устал деп. Оны қалыпқа келтіру оңай, ол 48 сағат, 78 сағатта келтіреміз. Мидың шаршаған, оған білесің бе қанша күн керек? 45 күндей уақыт керек. Мына ми шаршап қалғаннан кейін 45 күндей уақыт керек. Жаңағындай қобалжудан кейін спортшының алтын алуы, ол күмән. Міне, жақында өткен әлем чемпионатының алдында да менен сұрады. Кәрісбек деген бапкер бар, сол көмекшісі жаңағы баспен. Аға, қалай болады мына әлем чемпионатына дедім. Мен айттым, білген қиындау. Но мына бір балалар алып қалу керек дедім. Өйткені мына жаңадан қосылған екен. Бірақ білмеймін ғой, мен прикидка болдым, онысын білмеймін енді. 1-2 баланы айттым, бірақ олар ұтылып қалды. Мен өйткені көрдің бе, мен жанында жүрген жоқпын, ол балаларды көрген жоқпын. Мен қыздар күресінде кішкене консультантпын. Мен бапкер консультация жасап отырады, жаңа жасөспірімдер мен жастарда Әділет деген бар, Ермаков деген мықты бапкер. Сол кісі мен консультант. Мен олардың жаттығуын да көріп отырмын. Және де жазып, ол жаттығуын жазады, мен сосын оған өзгерістерді нетіп беремін. Сондықтан қазір мына жас ерекшелік деп айтса, ересектердің бәрінде қарасаң, қыздар жақсы өнер көрсетті. Қыздардың медалі сапалы болды. Бәрінде күмісі көп, аналар қарағанда, көрдіңіз бе? Соның өзінде де Әділет мойында да, мен айттым, неге менің айтқанымды толық істемейсің деймін де, айтады, аға, қорқам дейді. Өйткені біз баяғыдан былай жаттықтық қой дейді. Сіз үлкен өзгерістер кіргізесіз тренировкаға дейді. Сондықтан қорқам дейді, жаттығу несіне. Оны мойындайды енді. Содан жаймен кіргізіп жүр, бала, болашақта мықты бапкер болады ол. Өйткені ол ұялмайды, білмегенін сұрауды. Көрдің бе? Бізде мынау, мен айтам, қорық кімнен деймін? Бәрін білем деген адамнан қорық деймін. Өйткені бәрін білу мүмкін емес. Мен әлі күнге дейін күмән. Мен мына 60 жасқа келіп қалдым. Әлі күнге дейін күнде келем де,
зерттеулерді қарап отырам, мына жерде қалай екен, мына креатинді қай уақытта беруге болады екен, мына БЦА-ны қай жерде берген, қалай, қандай мөлшерде берген тиімді деген бәрін жаңадан зерттеу шықты ма, бәрін қарап отырам. Көрдің бе? Өйткені мен білмеймін. Талдықорғанда бір кездесу болды солай. Осы әділет айтпақшы. Мен Алматы облысын тексеруге жіберді, комитет жаңа деньги несін қарап анализ жасаңыз деп. Сол уақытта тексеріп атқанда, бұл менің бір оқушыма Нұркен деген, қазір Алматы облысының жоғары мектебінде директор, өзімнің оқушым, Астанада оқыған, дзюдосы. Сол бала біледі екен соны. Сол бала тұрады да маған анау звондаған ғой әділет. Сосын айтады, мына жақта Жұмажан аға жүр, ертең кетеді деп. Сосын анау жанталасып ойлаған ғой, мен жаңа мүлдем кетіп барады Астанаға деп, жетейін деп Алматыдан ұшып машинамен түнде келіп дастархан жасап аға отырайықшы әңгімелесіп, содан 4-5 сағат әңгімелесеміз. Сонда жанында бір жігіт болды, сол тұрып маған айтады да, аға сізбен мен бір 10 жыл бұрын кездескенде ғой, менде бір күшті оқушы болды дейді да. Соны олимпиада чемпионы болатын еді дейді. Мен айтамын, 10 жыл бұрын мен мына білгенімді білмейтінмін деймін да. Мен ол уақытта ештеңе де білмейтін. Қазір қойып кішкене болсын білем деймін да. Өйткені білім деген ол Абай босқа айтқан жоқ жаңағыдай. Тез қарт айтады. Ол бірдеңе іздеп атасың да тағы бірдеңе табасың. Шексіз нәрсе де бұл. Өйткені өздерің білесіңдер ғой, мына жаңа телефондарың шығып жатыр да, смартфондарың. Жылда бірдеңе шығасы ғой, бірдеңе қосылады. Сол сияқты ғылымда да бұрын білмеген нәрсең шығады. Сен бұрын күмәнданып жүргенің, сен қолданып жүрсің, бірақ күмәнің бартын. Ол бірақта ғылым келеді, не дәлелдейді, не айтады, ол қате дейді. Білдің бе? Істеп жүрген нәрсең. Сондай нелер аласың да, сондықтан ғылымның шегі жоқ, және де ләззат аласың, онымен бар ғой. Мен енді кейбірде айттым ғой, бір кісі менен сұрағанда айттым, ғылыми зерттеу институтын ашу керек, анау-мынау дейді. Мен айтам, оны ашып керек жоқ, оны сен ашасың. Пока ғалымдар онда жұмыс істейтін ғалым жинау. Именно ғалым, ол теоретик ғалымдар емес, бізде теоретик ғалымдар көп ақ. Бізге қолданбалы ғылыммен айналысатын ғалымдар керек. Ол жаңағы базовый теорияны алып, мына тәжірибеде қолдану білетін қылу керек. Лаборатория ол басқа, мына жер басқа нәрсе. Сондықтан көру, ол керек жоқ. Сен қазір ғылыми зерттеу институтын ашам дейсің де, оған оборудование бәрін сатып аласың. Сосын ол ғалымдарды онымен жұмыс істеуді үйретем деген уақытта, жаңағы сенің құрал жабдықтарың ескіріп кетеді. Микроскоптармен қарап отырсаң, қазір 1,5 жылда оның жаңағы көрсету деңгейі өсіп жатыр. Білдің бе? Сондықтан ғылым деген ол шексіз нәрсе. Ғылым оған қаншама ақша жұмсаймыз, керек жоқ деп. Одан да біз жай институт ашайық деймін. Жай мемлекеттік институт ашайық спорт саласында. Алматыда бар емес па? Жоқ, ол жеке. Көрдің бе? Сосын жеке болғаннан кейін олардың шамасы да келмейді шығар, ақша жағынан не шығар, білмеймін. Талабы да кем, өйткені мен күшті мамандар көріп тұрған жоқпын. Бұрынғы мамандар істеп жүр енді. Енді матушактар бұрынғы жоқ, және білмеймін, енді зерттеулерін өзіңіз қарап отырсаң, мен әлемдік деңгейдегі медицина саласы мен биология сала, физиология, биология ғой, енді бұлда үлкен медицина негізі, медицина, спорт ғылымы деген ондай жоқ. Ол просто біз өзіміз бөліп алған нәрсе ғой, ғылыммен айналыса. А негізі ғылым біздікі ол биология ғой. Биологиядан физиология шығады, жаңағы біздің именно ағзаға қоршаған ортаның әсерінен не пайда болады, стресстерден. Тренировкада стресс, білдің бе? Сондықтан не қандай өзгерістер болады, оған ағза қалай бейімделеді деген сияқты, білдің бе? Мен айтам, бапкерлерге айтам, жақсы бапкер болғың келсе деймін, физиологияны оқы. Физиологияның әсіресе спорттық физиология, енді бізде спорттық ол ескіріп кетті қазіргі біздің оқулықтар. Мен айтам, қазіргі ең соңғы жаңа ғылыми зерттеуді қарауың керек, немесе 2015 жылы ғой деймін. Костель и Гильмер, сосын тағы бір екі авторы бар, американдық. Солардың физиология физических упражнений деген бар. Соны көру, соны оқыңдар. Сонда сенің жаңағы мынау спорттағы сенің отырып тұрғанда, 20 рет отырып тұрғанда, ол қалай әсер етеді? Неше күннен кейін сенің ағзаң, мысалы сен 20 рет отырып тұр да, сенің жүрек соғу жиілігің 100-ге дейін көтеріледі. А сен бір апта 20 рет неткеннен кейін, бір аптадан кейін сенің жүрегің оған 64 рет, 70 рет көтеріледі. Өйткені ағза бейімделіп алды. Ол онда оған бұрынғыдай жаңағы сенің 20 отырып тұрғаныңа көп энергия жұмсамайды. Ол уже үнемді жұмсайды, білдің бе? Ол уже үйреніп алды. Қайсысын ғана қозғау керек, қанша ғана энергия беру керек жаңа 20-ға. Міне, мен айтам, сондықтан физиологияны оқыңдар. Физиологияда екі заңдылық бар. Ол біреуі бейімделу заңдылығы. Бірінші сен даму заңдылығын білуің керек деймін. Даму заңдылығы деген не? Даму заңдылығы деген
бала адам туғаннан осы дүниеге келгеннен өлгенге дейін қандай өзгерістер болады, қай жаста өзгереді. Мысалы асқазан қай уақытта тұрақты жұмыс істей бастайды? 3 жастан аса бастағанда. Өздерің балаларың болса көресіңдер. Балаларың кішкентай бала 3 жасқа дейін диатездер шыға береді. Bir нәрсе жеп қойса, білдің бе? 3 жастан кейін өзінен өзі кетеді. 3-4 жаста кейбіреуде, білдің бе? Егер иммунитеті нашар болса, онда да ол созылуы мүмкін. Егер дұрыс тамақ ішіп жүрген бала болса, 3 жастан кейін, 3 жастан асқан кезде диатез деген кетеді. Өйткені асқазан қалыптаса бастайды, уже толыққанды жұмыс істей бастайды. Білдіңіз бе? Шектер ұзарып, анау жаңа процесс бәрін етіп кете бастайды. Сосын барып жүрек қай уақытта қалыптасады? Бүйрек, бауыр, сен оны білмесең, қай уақытта күштік жаттығу керек екен, қай уақытта не екен. Мен мысалға келтіремін, мына компьютер деймін, мысалы, сен компьютерде жұмыс істеу білесіңдер ме деймін бапкерлерге. Енді көпшілігі жартысы біледі енді, компьютерде жұмыс істеу біледі. Сонда айтамын, вот компьютерде білсеңдер, программалар бар. Например, қандай программа, мына сурет не салуды қалай деп өтуші еді? Радвик? Қалай? Photoshop. Жоқ, Photoshop. Например, Photoshop. Сен Photoshop'ты сатып алғың келмейді. Сен астында бесплатно бір жеріне загрузяй. Саған демо-версия деген береді. Демо-версия деген ол бүкіл жаңағы мүмкіндіктері жоқ. Ол шектеулі мүмкіндіктер. Адам бала да сол сияқты. Мына біздің шектеулі вариантымыз, демо-версиямыз. Білдіңіз бе? Ол терлеу. Мына температураны реттеуді білмейді. Бала біз терлеген кезде бала терлемейді, бала қызарады. Өйткені ода әлі қалыптаспаған. 10 жас, 11 жасқа дейін ол қалыптаспайды. Сондықтан сендер көру, жоғары қарқынды жаттығу бергенде ол ұзақ болмау керек деймін. Ол бір 15-20 секунд қана болу керек. Әйтпесе, әр қарай берсең, ол терморегуляция дұрыс болмайды да, оның ағзасына зиян келеді. Ол қазір шықпайды, артынан шығады. Ол травманың бәрі. Көрдің бе? Сондықтан деймін, сендер байқаңдар. Оларда жоқ. Сосын, аэробная система дейді, оттегімен энергия қалыптастыру, оттегісіз. Вот оларда оттегісіз қалыптастыру деген әлі жоқ. Сондықтан қарқынды жаттығу тоже айтам, беруге болмайды. Балалар көресіңдер ғой, жылдам жүгіреді, бірақ сосын тоқтайды, бірдеңе істейді, сосын қайтадан жүгіреді. Ол тоқтамай жүгірмейді бала, өйткені ол біледі, ағзасы өзі реттеп отырады. Сен оны тоқтатпай жүгірте берсең, ол зиян болады ағзасына деймін. Көрдің бе? Сондықтан физиологияны білу керек қа бапкерлерге. Осы екі заңдық бірінші даму, қай уақытта күшті дамыту керек, қай уақытта жылдамдық, сосын бейімделу заңдылығын. Что ағза кез келген нәрсеге бейімделеді. Егер де деймін, сендерді күндемен сағат 3-те тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоятын болсам, сендер бірінші күндері жаңағы алғашқы аптада сендер тоңасыңдар, ағза қаншама майды жағады, жаңағы май, өйткені майға үлкен энергия береді. Сенен өліп қалмас үшін, ағза қорғану үшін жаңа май береді, сен майды энергияға айналдырып, жаңа қанды сұйылтып тұру үшін көп жұмыс істейді. Бір аптадан кейін сен салайын, ағзаң менсімесе тоңбайсың да, жаңағы 3-4 градуста сен отыра бересің. Өйткені сенің ағзаң бейімделеді. Жаңағы майдалатты ол не істейді? Майды мына тері мен еттің арасына жинайды. Тоңғып қояды. Саған специально киім тіккен сияқты ағзаңды қорғап қояды. Міне. Бұл адамды Алла жаратқанда бар ғой, керемет қылып жаратқан ғой. Сен алдай алмайсың оны. Неге көп адамдар арықтай алмайды? Өйткені ол алады да аштыққа тамақтың бәрін кесіп тастайды. Ағза тұрады ойлайды, мынау шынында мені өлтірейін деп жатыр ғой дейді. Аузыңа түскен әр нәрсені, қарапайым тілмен айтқанда енді олай емес, ол сложный процесс, бірақ мен қарапайым түсіндіргенде айтамын. Аузыңа түскен әр нәрсені, нанды, бір кусок нанды, ол бірде майға айналдырып жібереді. Өйткені ол біледі, энергия қоры. Сен аштыққа неткенде ол май ғана сені аман алып қалады. Білдің бе? Сондықтан ол алады да майға айналдыра береді. Сосын ағза қарсыласады. Сенің жаңағы зат алмасу процесі метаболизмді жайлатып жібереді. Білдің бе? Сондықтан біздің спортшылар кейбірде салмақ қуа алмайды. Алады да сондықтан судың есебінен қуады да, ағзасын сусыздандырады, содан күшін, жылдамдығын жоғалтады. Жарыста нәтиже көрсете алмайды. Көрдің бе? Күш қуатын қайта бойына жинай алмайды дейсіз ғой. Жинай алмайды. Ол бір күшкенде жиналмайтын нәрсе ғой. Айтып отырмын ғой, кем дегенде 72 сағат керек. Күштің бәрін қайтадан келтіру үшін. Жоқ, егер нақты мысалдарға нетсек, енді көптеген спортшылар енді көп салмақ қуады. Кейбір 10 кг, 15 кг қуамыз деп жатады. Кейбір спортшылар енді студияға келіп жатыр ғой қонақтар. Оларға мысалы содан кейін күш қуатымызды бойымызға жия алмай жатырмыз дейді. Кейбіреулер керісінше, мәселен Бақтияр Байзиев айтайық, бұрын 82 кг күрессез, соны 74 кг, 76 кг, 74 та сөйтіп өзгеріп тұрады. Сол салмақ дәрежесінде күресіп әлем чемпионы алған. Кейбіреуіне жағады, осыны сіз қалай түсіндірдіңіз? Жоқ, оларда кім Бақтияр дұрыс қуған шығар, өзі дұрыстап, ол өте
сауатты бала ғой, жігіт қой. Ол дұрыс қуған шығар. Енді білмеймін ғой мен қалай қуғанын. Но ал жаңағыдай күшті бәрін сақтап, ол жағат жаққанда емес. Бұл арада сенің жаттығу процессің, дайындау процессіңде. Мен саған айтайын. Бұл салмақ қуу маған кезінде таэквондодан айттым ғой да. Таэквондодан 2019 жылы бір қыз бала келді. Аға, мен естідім, осындай сіз салмақ қууды, жаңа спортшыны дайындауды жақсы біледі екенсіз ғылыми жағынан. Мен Қазақстанда ылғи да 2-ші, 3-ші орын алам. 1-ші номер болғым келеді. Атырауда спартакиада, Қазақстан Республикасының спартакиадасы өтеді. Сонда 1-ші орын алуым керек. Мен дайындаңыз деді. Айнагүл деген қыз, фамилиясын білмеймін. Таэквондодан, ВТФ, олимпийский неден. Сосын жақсы дедім. Жаңағын екеуміз салмағын қудық, жаңағы ғылыми жолмен майды жағып, бірінші зерттеуден өткіздім, барып, биоимпедансный исследование өтіп келіңдер дедім. Ол уақытта Астанада Алау деген спорт кешенінде бір мекеме болды. Сонда жаңағындай адамның ағзасында қанша май бар, қанша су бар, несі бар, ең күшті, әлемдегі ең күшті құрал биоимпедансный InBody деген аппарат тұрды. InBody деген аппарат тұрды. Содан өтіп кел дедім, содан өтіп келді, сосын қарап едім, майы чуть-чуть жаңа кішкене ғана жетіспейді екен де, бір 500 грамм майды маған алып тастауға болмайды ағзасына, өйткені зиян келуі мүмкін да. Сондықтан мен айттым, жақсы, мына 500-ді су арқылы нете саламыз, бірақ өлшенуге барғанда екі бөтелке өзіңмен сарағаш алып барасың, басқа су емес, сарағаш алып барасың дедім. Өйткені минералды қалпына келтіруім керек та. Сонысы өлшеніп болсымен іше бастайсың дедім, екеуін. Сосын жаңағыда сэндвич, клап сэндвич дейді, тауықтың етімен қызанақ не салып, екі нанмен сондай бутерброд алып бар, тамақ, негізгі тамақ ішкенше, бірден тамақ көп ішуге болмайды саған деп. Содан біз жаңағы сол кезде 8 килограмм ба қудық. Өзі арық қыз. Көп әкелдік Атырауға, жаңа болды. Дүйсенбі хабар жоқ. Сейсенбі күні шыдамадым да, қобалжыдым, мен дұрыс істемедім ба, дұрыс дайындамадық па. Содан жаңа қызға звондасам, не болды десем, аға 1-ші орын алдым ғой дейді. Айтам, мен 2 күн өліп қала жаздадым, ана жерде менің жүрегім ұстап қала жаздады ғой. Айтпайсың ба? Мен уже уайым қайғы, дұрыс істемедім ба, жаттығу процесі дұрыс болмады ма, салмақты дұрыс. Жоқ аға, бәрін быт-шыт қылдым, 1-ші орын алдым дейді. Көрдіңіз бе? Да. Мына Америкада жылдың басында күрес федерациясы өткізеді екен. Мен өзім көрген жоқпын, но оқыдым. Жаңа бір бұлардың американская команда деген сайт бар. USA Times деген. Сонда қарасаң, сонда күресіне кірсең, күрестің есінде. Сонда айтады, бұлар жылдың басында мына балалардың бәрін кім күреспен айналысып жүр, бәрін жаңадан өткізеді екен. Сосын уже белгілеп қояды. Сен мына салмаққа, не мына салмаққа күресесің, болды. А сен жарысқа келіп алдайым деп жаңа салмағыңды қуып келсең, ана весы сені өткізбейді, қызыл жанатта бар кет дейді. Күресуге болмайды. Көрдің бе? Олар бала күннен денсаулығын ойлайды. Көрдің бе? Бізде әлі күнге дейін кейбір бапкерлер ойламайды. Салмақ қуғызады. Білдің бе? Қазір мен енді РКС-та сеп жүргенде кейбіреулер уж қуғызбайды екен. Мен көбісімен сөйлестім. Жоқ, аға, мен қуғызбаймын, уже осылай. Мен айтамын, дұрыс деймін. Қуғызбаңдар. Бүкіл және мынау көп жаттықтырған жеңбейді. Сендер ойлайсыңдар, көбіне көп жаттықса сол жеңеді деп. Жоқ, кім дұрыс жаттығады, сол жеңеді. Сондықтан мынау адамның мынау өсу гормоны дейді ғой, гормон роста дейді. Ол бөлінген кезде ол гормон роста адамның қалыптасуына кеткені жақсы да, толыққанды қалыптасуына. Егер біз оны зорықтыра берсек, ол қалыптаспайды дұрыс. Өйткені ол гормондардың көбісі жаңағы адамды қалыпқа келуіне кетеді. Неге допингта, жаңағы допинг контрольда көп сана допинг қолданатындар сондай гормон салады, чтобы күшін арттыру үшін, көрдің бе? Ол гормон қалыпқа келтіреді, және де күшін арттырады. Сендер аласыңдар да жаңағы күшке кету керек, артуына кететінді сендер шамадан тыс жаттықтырып, жаңа неге жібересіңдер? Сондықтан тренировканы ойланып, жоспармен жасаңдар деп нетіп жатырмыз. Қазір бастап жатырмыз енді. Бізде де бар екен, жақсы бапкерлер, жазатын, жазу білетін бапкерлер бар екен. Просто талап болмағанда, көрінге талап көбірек болса, бапкерлер алып кетеді деп ойлаймын. Спортшылардың сол сұхбаттасқан кезде көбісі осы айтатыны, кейін спортты қойғаннан кейін айтатыны, бізде жаттығу жиындар өте көп өтеді, өте жиі өтеді. Содан біз шаршап шалдығып барамыз дейді жарыста. Теледидарды көріп отырсақ, өте дұрыс айтасыз. Мысалы жарыстарды көріп отырмыз ғой, байқасақ әлде бізге өз жерлестеріміз болса солай көріне ме, әйтеуір басқа жақтың спортшылары, Иран, мысалы Ресей күрес түрлері айтайық біз енді. Тың көрінеді да, біздікілер шаршап қалатын секілді. Сол жаттығу жиындарын жиі өткізу қаншалықты дұрыс?
дұрыс емес, дұрыс айтасың. Спортшылар жаттығу жиын деген, жаттығу жиын не үшін керек? Жаттығу жиыны ол жаңағы өтетін жарысқа алдында болған. Жаттығу жиыны ылғида бір жарыстың алдында болу керек. Бізде шамадан тыс жарыс болып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Бұлар қатыса бергісі келеді де жарысқа. Бұлар айтады, енді жаңағы спортта жүрген көп маманның несі, жарыс неғұрлым көп болса, соғұрлым тәжірибесі көп болады дейді. Мен айтамын, жігіттер, тәжірибе одан көбеймейді. Тәжірибе сен ол мақсат қойсаң, сол жарыста қандай да бір мақсат қойсаң, олар мақсат қойылмайды, бәрінікі жеңу деген нәрседе ой тұрады. Ол мақсат емес. Жеңу ол просто түсініксіз бір мақсат. Сендер егер де оған бір әдісті жасау, немесе мынандай уақытқа жүгіріп өту, сенің осы жарыста мақсатың мынаған жүгіріп өту деп, жаймен жаңа ғана негізгі жарысқа бейімдеп әкелсең, сонда ғана ол тәжірибе алады. Қалай жаңағы уақытты жүгіру, уақытты сезіну баста, или мына әдісінің солақайға неге шықпайтынын, оңғайға неге шығатынын, ана адам қалай жасау керек екенін, сол өзінің сүйікті әдісін деген сияқты, сонда ғана тәжірибе пайда болады деймін де. Сендер аласыңдар, құр жарысқа саласыңдар. Жеңілу деген күмән пайда болғаннан кейін ол бала бітті. Сосын жарысқа мақсат қойғанда да деймін, қолынан келетін мақсатты қоюларың керек. Қолынан келетін. Сендер мына психология дейсің, психологтар жоқ. Өздерің көріп отырсыңдар, Қазақстанда психологтар жоқ. Мықты психолог, мен спорт психологымын дейтін адамдар жоқ. Неге? Өйткені олардың бәрінде ПИМНО, ППД-ны бітірген, педагогика, психология дошкольников или школьниковты бітірген адамдар. Спорт психологиясын үйрететін адам жоқ, ондай мамандық жоқ бізде әлі. Сондықтан олар білмейді спортқа қалай қолдану керек екен. Соның көру, психологиялық тұрғыдан, психологиялық мәселені шешіп тастау үшін не істеу керек? Ол үшін сіздер алыңыздар да, қолынан келетін мақсат қой спортшыға. Сосын нақты тапсырма бер. Аяқ өту ме? Аяқ өту. Жүгіру ме? Жүгіру. Жүзуде мұншада өтуің керек деген сияқты. Сонда ол бала сомен ғана жұмысы болады да, жеңілуде күмән пайда болмайды ода. Ол мақсат жаңағын орындауда болады. Сондықтан сен психологиялық нені тұрғыдан шешіп тастайсың. Білдіңіз бе? Мен кезінде мүгедектермен жұмыс істеп жүргенде, мүгедектер несі ашылған уақытта, орталық ашылған уақытта, мені сол жерге Қыдырбек Рысбекұлының директоры қойып, ол кісі мені кеш Жұмажан деп шақырды. Мен басқа жерде істеп жатқам, сосын жақсы деп жүйесін қойып берші деп шақырды. Содан мен келдім. Сонда келгенде Ануар Ахметов деген жүзуші бар. Қазақстанда енді қазір бұрын тұңғышын осыған 2 жыл бұрын. Қазір айтады, тағы да бір ұзын суда әлем чемпионатының жүлдегері бар дейді. Ануар, егер бар болса, тағы да біреу білмеймін. Егер қарасақ, Ануар Ахметов жаңағы паралимпийц көзден, оның басқа жер бәрі дұрыс, көз ғана нашар көреді. Вот сол бала тұңғыш ұзын судағы әлем жүлдегері. Соны дайындадық. Менің 2 оқушым бар. Мұхаммеден Айдын, қазір паралимпиада жаңағы спорттық даярлау орталығында істейді. Сосын Айгерім деген гостренер, мемлекеттік жаттықтырушы Садақтан. Анау Грек-Римнан. Үшеуміз жаңағы баланы әлем чемпионатына Глазгоға 2015 жылға дайындадық. Бапкері ауыр операцияға ұшырап жатып қалды. Сонда енді бапкерінен сұраймын ғой, енді алдында жатпай тұрғанда жаңағы жарысқа барардың Инчхоннан Азия ойындарына келгеннен кейін, ол бала Инчхонда 5 алтын алған бала ғой, Ануар Ахметов. Енді сосын жаңа тренер айтамын ғой, мынау қай әдісі жақсы, сонымен жұмыс істейік деймін ғой, сонда айтады. Жұмажан Шағалбаевич, ол бүкіл әдісті жақсы, күшті жүзеді дейді. Мен айтамын, ол мүмкін емес деймін. Майкл Фелпс ше дейді. Мен айтамын, Майкл Фелпс Майкл Фелпс ше дейді. Ол неден медаль алады ғой жаңа комплексныйдан. Онда 4 жүзу бар дейді. Мен айтамын, Майкл Фелпс басқа жерде қай жерде медаль алады? Қалдыңдар, қарадыңдар ма, зерттедіңдер ме? Ол қайсынан алады? Ол құлаштап жүзумен баттерфляйдан алады, бабочкадан. Неге? Өйткені бұл бұлшықеттер бір бағытта жұмыс істейді. Білдің бе? Кроль да алдыға, мынау да алдыға. Егер ол крольмен шалқалаумен жүзейтін болса, ол өмір болмас еді. Өйткені сен мына жерде жинаған күшіңнің бәрін қайтадан шалқалап жүзісің, мынаның бәрін жоғалтып аласың. Ол неге комплекстен бірінші болады? Өйткені оның 2 күшті дистанциясы бар. Аналарда біреу ақ, олар ұта алмайды. Өйткені олар шалқалаудан ғана күшті, немесе брастан ғана күшті. Комплекс тұтатын кімдер? Комплекс тұтатын кімде 2 мықты, 2 стиль. Жаңа баттерфляй мен кроль. Бітті. Содан тұрып, ол анакса
соны айтсам да тыңдамайды ғой. Сосын мына кімді дайындады ғой, жүзуден ана олимпиада чемпионы болды ғой бізде, кім еді, Баландинді дайындаған кісі Қазақстанға шақыртты, не өткізді ғой, мастер-класс, лекция оқыды. Сонда жаңа кісі барады, менің тренерім Загородний барады да, тыңдап, лекцияны тыңдап келгеннен кейін маған айтады ғой, Жұмажан Шалбаевич, сіздікі оказывается дұрыс екен дейді, вы правы дейді. Он сказал, нужно какой-то один стиль выбрать и его развивать дейді. Это мен ойлап тапқан жоқпын ғой, мен ол ғылымда бәрі айтылған ғой. Және де мына физиканың заңы бар. Закон сохранения энергии дейді. Білдің ме? Ол энергияны сақтау керек та, бір жаққа жинады ма, сол жерді сақтау. А сен артқа қарай істесең, ол сақталмайды, ана энергия басқа жаққа кетіп қалады. Оны или табиғаттың заңы дейді. Природа не терпит пустоты дейді. Егер бір жерде шишка пайда болса, жаңа допты бассаң, мына жағы не дейді ғой, сол сияқты. Мына жақ бос болса, бір жақтан значит шығады деген сөз ол. Бәрін бірдей қылу. Мен айтам, егер де сендер ойлағандай жан жақты дамыту десеңдер, жан жақты дамытам десеңдер адамды, онда сендер ешқашан чемпион болмайсыңдар. Чемпион болмайсың. Чемпион болу үшін сен бір бағытта өзіңе қажетті жақта жаттығуың керек. Міне қараңдар деймін. Бодибилдерларды білесіңдер ғой деймін. Оның бәр жері не да? Бәрі бұлшық еті, мына жағы, аяғы бәрі бар. Бірақ ол ана штангистің кандидат мастер спорттарын көтере алмайды. Өйткені ол жан жақты дамыған, ол просто бұлшық еттерді өрлеген. Спортта не ете алмайды ол. Жеті чемпион бола алмайды. Өйткені спортта чемпион болса, сен сол спортқа қажетті арнайы дайындықтарың болу керек, арнайы күшің болу керек, арнайы жылдамдығың болу керек. Мен айтам, кім чемпион болады? Кім жарыстың ережесінде жарыста не істейді, соған дайындалса, сол ғана чемпион болады. Көбісінде бапкерлер қателесе, маған айтады. Мен айтам, о, кейбіреулер кросс жүгірме, керек жоқ деймін. Дайындық кезінде чемпионат мираға дайындалып жатқанда борец күрестігерлерге өзімнің менен кеңес сұрайтындарға айтам, жүгірме деймін. Сосын ол айтады, қалай сонда функционалка дейді. Мен айтам, функционалка деген функция деген сөзден шыққан. Функция деген не ол? Қызмет. Білдің бе? Сен қандай қызметпен айналысасың, соған дайындалуың керек. Еден жуасың ба, еден жууға дайындал. Ол үшін не керек? Ол үшін жаңа отырып, енді жаңағыдай қолыңда андай нелер, құралдар болмаса, отырып жуу үшін, тряпканы сығу үшін қандай күш керек? Сен сол күштеріңді дамытуың керек. Көрдің бе? Функционалка деген сол. Сондықтан неге дайындайсың? Соның жемісін жейсің. Өте күшті айтылған. Көрдің бе? Соңғы екі олимпиада ойындарын тоқталайық. Жазғы олимпиада ойындары былтыр 2021 жылы Жапонияның бас шаһары Токиода өтті. Қазақстан құрама командасы 8 қола медаль алды. Сөйтіп командалық есепте 83-ші алдық. Бір алтын, бір күміс медаль жоқ. Бұрын соңды бұндай сәтсіз өнер көрсеткен кезіміз жоқ енді олимпиада ойындарының тарихында. Биыл 2022 жылы Қытайдың астанасы Бейжіңде өткен қысқы олимпиада ойындарында қоржынымыз мүлде бос қайтты. Осының барлығы енді спорт пен ғылымның ұштаспай жатқаны ма, осы спортта біздің ғылымның кемдігі деген сөздер айтылып жатыр. Сіз сонымен толық келісесіз бе? Толық келісем, өте күшті айттың, ғылым ғой. Мен айтам, қазір мынау жаттығу орталығын несін жасайын деп жатыр ғой, жасайын деп жатыр, өте жақсы идея еді, бірақ адамдар көбісі қарсыласып, енді түсінбеушілік болған шығар, мен басында болмадым да, мына мен істеп жатқан жаңағы колледждің несінде де көбісі қарсыласып, жаңағы әлі күнге дейін ушу болды ғой, болып жатыр әлі де. Соны көрдің бе, адамдар өзгеріске дайын емес те, ғылым деген ол ай сайын, жыл сайын өзгеріп тұратын нәрсе де, көрдің бе? Біз оған дайын болмасақ, нәтижеміз болмайды, нормально. Біз неге сонда сол нені кемшін тұстарымыз қайсысы, қай жерде жіберіп алдық? Өйткені біз ғылым дегенді дұрыс түсінбей тұрмыз ғой. Көрдің бе, ғылым деген сөзден шошимыз да, біз қарапайым нәрсені біз күрделендіріп жібереміз, қиындатып жібереміз. Мен айтып отырмын ғой жаңа, ғылымды керек жоқ, бізге қазір лаборатория ашып, оны айналысатын адамың жоқ, оны істейтін мамандарың жоқ, дайындаған жоқсың. Білдің бе? Да, химиктарды алып келсек, олардың да қазіргі оқып жатқан химиктар, биологтардың оқып жатқан Казгуде, кімде, Гумилевте оқып жатқандардың, олардың да лабораториясы слабый. Көрдің бе? Жеткіліксіз олардың жасайтын жаңағы тышқандары жоқ, несі жоқ, оларда бірдеңе жасап, уақытысында кемей дәрі-дәрмек, реактивтар дейді, көрдің бе? Сондықтан ол өте қиын нәрсе де, мен айтам, ең оңай жолы ол алда бар нәрсені, әлемдегі уже зерттелген нәрсені алып, мына метаанализ дейді. Бірнеше жүз нені? 100, например, мысалы, креатин бойынша 100 зерттеуді алып, соның бәрін салыстырып, содан алып шыға салған жақсы да.
Оған бір апта, 2 апта жұмсауың мүмкін. Жаңа методикасын қарайсың, ұзақтығын қарайсың, қай жасқа жасалды бұл зерттеулер, соның бәрін қарайсың да, керек жоқтарын алып тастайсың да, спортқа жақындарын, спорт жасындағыларды алып қарайсың да, нәтижесі қалай болды екен дейсің. Бітті. Соны аласың да, сосын тәжірибеге келесің да, мына уақытта қолданған дұрыс көресің, мына уақытта қолданып көрейін, сосын мына уақытта қолданып көрейін деп тренировкада қолданасың. Бітті. Менің қазір мына республикалық спорт колледжінде де сөйтейін деп отырмын. Мына Казгу мен мединститутпен енді кішкене түсінігім бар. Сосын физиология және генетика ғылыми зерттеу институтымен қарым-қатынасымыз уже басталды. Құдай қаласа осы қараша, желтоқсанда бастайым деп отырмын да, сонда мен биологтарды шақырайын деп отырмын. Мына қазір түсіп жатыр ғой, магистратураға, докторантураға, соларға айтайын деп отырмын. Спортқа не көмектерің бар? Сендер білімдерің мықты болса, сол биологиядан бірдеңе алып шығыңдаршы маған. Қандай заңдылықтар бар, қандай нелер бар? Химиктарға сендер не ойлап таба аласыңдар маған? Қандай реакция берген жақсы, қалай дұрыс берген жақсы, жаңа білдің бе? Қазіргі өзімізде шығатын баттарды тексеріп, хотя бы анау біздің дүкендерде өзіміздің Қазақстан жасайтын жаңа саумал не дейміз ғой, біздерде көп біраз нәрселер бар, бальзамдар жақсы дейді. Бірақ оның бәрі зерттеуден баттан өтпегенде неден? Мынау допинг неден? Біз оның құрамында не бар екенін білмейміз. Маған айтады, неге қолданбайсың? Мен айтамын, қалай қолданамын? Ананың сертификаты жоқ қой. Оны тексертсеңдерші. Ана Informen Sport деген бар. Соның сертификатын алсаңдар, мен қолданамын. Ата қорқам ғой, қазір ішінен бір дәрі қосып жібердің, бір шөпті қостың, ол шөп запрещен. Бітті, мен қолдана алмаймын. Көрдің бе? Сондықтан ғылым, жаңа сен өте дұрыс айттың. Бұл спортта спортты спорт қылатын ғылым. Жаңағыда көп жаттығу емес, ғылым, дұрыс жаттығу. Міне, Американы қарасаң, медальдарын алғанын қарасаң, менде бар информация бойынша, мен енді біраз адамдармен сөйлесем, жаңа американстардың. Соның мендегі бар жаңағы шыққан статьяларға қарағанда, Американың басымды 14 спорты бар. 14 спорттан алады. Олимпиаданы Совет үкіметінен кейін, Кеңестер одағынан кейін, бұлар бар ғой, бірде-бір рет ешкімге берген жоқ. 2008-де ғана Қытайға бірінші орынды берді, бермейді. Осы 14 спорт түрімен бұлар бірінші орынды алып отыр. Неге? Өйткені ғылым. Мына Токио Олимпиадасына бара жатқан уақытта американецтер, қателеспесем, 2 контейнер не апарды? Тамақ пен ыдыс-аяқ. Сонда енді шеф-повардан, Колорадо Спрингстағы жаңағы олимпиадалық ортаның шеф-поварынан сұрайсың ғой, жаңа, неге апара жатсыңдар бұл контейнерді? Ана жақта тамақ жоқ па? Жоқ, біз ол жақта мына біздің жаңа 14 спорттың сүйікті спортшыларының сүйікті тамақтарын дайындауға апара жатырмыз дейді. Апарған ыдыстардың бәрі күміс. Неге? Өйткені пандемия кезі күміс деген өзің білесің, микробтардың бәрін өлтіреді. Білесің ғой, күміс сырға, суға мынандай күміс салып қойсаң, оны обеззараживать етеді. Сондықтан күміс деген ол ең керемет нәрсе. Сосын менің естуімше, ол 14 спорты олимпийский деревняда жатқан жоқ. Басқа спорттар жатты, 14-ті басқа жерге жатқызды. 6 шеф-повар, ең күшті Жапониядағы поварларды нанимать етті бұлар. Тамақ дайындау үшін. Білдің бе? Сосын бар, сол ыдыс-аяқты сонда тастап кетті. Жапондарға ризашылықпен жаңағы бөлек жаңағыдай бір парктың ішінде ме бірдеңеден берген екен, сол жерге тастап кетті. Көрдің бе? Енді бір айта кететін. Тағы да өзгеріс қажет екен. Адамдар қарсыласпау керек. Наоборот, сұрау керек. Бұл өзгеріс не береді деген сияқты. Мысалы, менен әлі ешкім сұраған жоқ. Жақсы, Жұмажан Шабай, сіз жаңа комитеттің несін қолдап отырсыз, негізі жаттығу орталығы болған деген. Ал ол не береді деп ешкім сұрамайды да? Просто жоқ өзгертпе дейді, бітті. Ол не береді деп неге сұрамайды? Міне, мысалы, 92 жылма мен есімде жоқ, Австралия өте нашар не көрсетеді, нәтиже. 81-ші орын, тоже біз сияқты. Сосын не істейді бұлар алады да? Жаттығу орталықтарын ең бірінші, менің тарихта ең бірінші сол австралиялықтар жасаған. Тренировочный жаттығу орталығы деген олар әкелді, жаңа спортқа, жаңа тұрған олимпиадалық даярлау орталығына, мысалы, бүкіл ғылымды алып келді. Институтты алып келді, медицинадағы мықтыларды алып келді, биологтарды алып келді, бәрін алып келді мына жерге, ғалымдарды. Бәрі осыған жанына қойып қойды, осыған жұмыс істетті. Енді біздің де ойымыз солай. Жаттығу орталығы қазір Құдай қаласа ашылса, енді мектепте де қайтарып жатырмыз. Болашақта басқа жерлерден де жаңа тренер жаттығу орталықтан. Біз аламыз да жаңа бізде медицина және оңалту орталығы деген бар. Сол
жаңағы ең күшті институт кім қазір қараймыз, например, Казгу жақсы ғалымдар, ең кім жаңағы шетелдің жаңағы мықты журналдарына шығады, сол кісілерді шақырамыз, білдің бе? Сол қай институт, соларды әкеп жаңағы жерге шақырып, біз спортты жасауымыз керек. Күнделікті бақылап отыруымыз керек, жаңағы оқу жаттығу жиынында қалай жүктеме дұрыс беріліп жатыр ма, білдің бе? Оны біз қалпына келтіре алып жатырмыз ба? Қалыпқа келтірудің үш тұғыры, ол жаңағы мен айттым ғой, анада төртеу болса, мынау үшеуі соның алғашқысы, ол суды жеткілікті ішу, тамақ дұрыс ішу, ұйқы. Қазір біздің спортшылардың ұйқысының бәрі дұрыс емес. Мына телефон деген, смартфон деген пайда болғаннан бері бәле болды. Өйткені біздің спортшылардың көбісі өз уақытын дұрыс қолдана алмайды. Түнгі 11-12-1-ге дейін қарауы мүмкін. Таңертең қайлай мен айтам, спортшыларға айтам, бір ретте кездескенде колледждің бір бәрі болған жоқ. Сонда айтам да, жаттықтырушылар сендерге керемет жаттығу берсін, керемет тамақ берсін. Егер сен ұйықтамасаң, мына берілген нәрселердің бәрін ағза үлгермейді орнына қойға. Сондықтан нәтиже болмайды сендерде. Қандай керемет бапкер болсын, біздің ана құрамадағы бапкер нашар деп айта алмаймын мен. Просто спортшылар орындамауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Өйткені біздің спортшылар бұл тұтынушы. Шетелдің спортшылар тұтынушы емес. Ол ақша төлейді тұтынған үшін. Бапкеріне төлейді, дәрігеріне төлейді, білдің бе? Сондықтан ол төлеген ақша үшін білім сұрайды. Жәте нәтижеге жету үшін, жәте оларда көбісіне олардікі хобби сияқты спорт, көрдің бе? Олар ләззаттану үшін келеді. Біздікі ләззаттану емес, мен ойлаймын енді жаңағы ақша неше 250 мың бере ме? Мысалы, сол ма деп ойлаймын кейбірде. Білдің бе? Қытыр емес ол, тараз сол. Вот, көрдің бе? Сондықтан енді соны алуың үшін, сен ұйықтасайшы дұрыстап, айтқан тыңдасайшы. Мына Сметов елдостар, неге олар чемпион? Өйткені олар өзін өзі сақтай біледі. Сен спортшылардың кейбіреуінен сұра. Мен бір рет Азамат Мұқанов деген бар ғой, білесің бе? 7 рет әлем чемпионатына барып, соның 5-еуінде медаль алған. Оның ішінде біреуі дзюдодан, олимпийский спорт, қалғанын неден? Самбодан. Бір рет әлем чемпионы болды, бір рет әлем чемпионатының қола жүлдегері болды. Дзюдодан қола жүлдегері болды, да. Самбодан әлем чемпионаты күміс жүлдегері болды. Да, көрдің бе? Сол бала айтады ғой, аға сіздің айтысыңыз дұрыс дейді да. Кім? Елдос солай дейді. Елдос кейбірде таңертең трекке жаттығу жасаса, кешке жасамайды дейді. Ана жерім ауырып тұр, мына жерім, мен білмеймін шыны қалай екенін. Естігенім. Көрдің бе? Мен айтам, негізі спортшылар өздерін біледі, ағза біледі, қай уақытта шаршады, қай жақта тынығу керек. Кейбіреулер бар, айтқанды бұлжытпай орындайтын. Ол спортшыға қиын болады чемпион болу. Өйткені ол бапкердің айтқан сөйтіп, кейбірде бапкерлерде біз азартқа кіріп кетеміз ғой. Тренировка біткеннен кейін, барып бір екі рет канатқа шығасаш, бір рет ананы бүйтсеш, мынаны қайталайсаш дейміз. Көрдің бе? Оның шаршады, жаңағы уже біз жаттығудағы бағдарларын бітірдік қой, енді шығарып жіберуіміз керек те залдан. Біз кейбірде өзіміз азартқа кіріп кетіп, әрі қарай жалғастырып кетеміз де, бір 15-20 минут. Көрдің бе? Сонымен біз кейбірде зорықтырып аламыз. Сонда Австралия жаңағы жасады. Ағылшындарды да есіңде ме? Ағылшындар Сиднейде ғой деймін. 40-шы ма нешінші орынға түсіп қалды. Бізден кейін тұрды айтты. Да. Ағылшындар. Олар алды да ұялған жоқ. Австралияның бар бүкіл жаңа тренировочный центрін қарады, соны әкелді де жақсы жақтарын өздеріне жасады. Ағылшындар, білесің бе, неше спорт түрінен алады? Негізгі опорный 8 спорт түріне ғана назар аударады, ақша бөледі. Ал 10 спорт түрін қытетеді. Сосын бір немістердің Риодан кейін несі шықты, мақаласы спорт саласындағы мамандарының. Сонда айтады, неге біз шашыламыз? Бүкіл спортқа дейді, ақшаны дейді. Неге біз ағылшындар сияқты только медаль әкелетін, алтын әкелетін спорт түрлеріне неге ғылым мен білімдің бәрін соған неге бағыттамаймыз дейді, көрдің бе? Біз қаншаға шашылып отырмыз? Бізде 200 спорт па сондай ғой? Ал осы орайда бір ой келеді. Кезінде Дәулет Тұрлыханов спорт және туризм агенттігінің төрағасы болып тұрған кезде басым бағыттағы деп спорт түрлері деп бөлген. Басым бағыттар. Бірінші бағытта ең мықты медальёмки дейді ғой, ең мықты спорт, олар көбірек ақша бөлінеді. Екінші, үшінші, төртінші деп сөйтіп кете беретін. Сол негізі жүйе дұрыс па? Дұрыс. Сосын ол арада бас бапкерлер бар ғой. Бас бапкер, чтоб анау келесі жылғы жаттығуын қорғау үшін Дәкеңнің алдында үлкен комиссия бір күнде 2-ақ спорт түрін қарайтымыз. Қаралатын. Білдің бе? Даже интернатқа отбор жасаймыз ғой. Дәкеңнің алдынан өтетіміз. Қанша адамды аламыз, неліктен алып атырмыз. Дәулеттің бір несі бар ғой. Осы жағына мықты болды. Қорғайтынсың, контингент қорғау деп аталатын ол. Бас бапкерлердікі, ол өзінің дайындық жоспарын қорғау дейтін. Көрдің бе? Қазіргі кезде, соңғы кезде, енді қазір білмеймін, мен қазір
Енді мына төрағаның келгеніне 1 жыл болды ма, 1 жыл болды ма? Бұлар білмеймін, әлі өткізді ма, ондайды көрген жоқпын әлі. Ал бұрынғы кезде өткізгенде бұлар бір күнде 10-15 спортты қарап шығады. 15 спортты қалай қарап шығасың сен, анау каждый әр жарыс не үшін екенін дәлелдемесе, дәулет әрқайсысын талап ететін. Мынау неге? Мына жарысқа неге бара жатсың? Онда қандай мақсат? Мына оқу жаттығуына неменеге бара жатсың? Ол не үшін керек саған деп. Мынау дұрыс емес қой деп әкесін танып тұрып қуып шығатын. Ол уақытта мынандай не жоқ қой, қазіргідей не дамымаған. Ол уақытта ана плакаттармен келетін. Главный тренерлер бәрі плакат, жаңа қағаздарын алып, оны лет қорғайтын. Мәссаған, олар талап кереметін де әкенің кезінде. Кішкене енді кадр көрдің бе? Кадр бәр кезде де кадр проблемасы да көрдің бе? Тәкеңде де сол кезде кадрлар проблема болды, оның ойлаған іске асыратын. Қазіргі де мына министерствоның ойлары өте күшті, но кадр жағы. Өзің білесің ғой, бүкіл барлық неде де салада да солай деп айтады енді маған. Мен айтамын да, кадр жоқ деймін да міне. Мен қазір келдім міне, республикасы көріп мен медицинский комплекс деген аштым. Дәрігерлік медициналық комплекс, енді соған кадрлар таба алмай отырмын ғой. Жай медицинаның дәрігерлері бар, маған олар керек жоқ. Мен айтам, сендер маған керек жоқсыңдар. Мен травма не болса, уже кеш. Оны мен скорый шақырамда, анау узкий специалист бар жаңағы. Жеке. Мен сол жерде ауруханада оны емдейді. А сендердің мақсаттарың, мынау спорт дәрігерімін деп санайтын адамдар, сендердің физиологиядан білімдерің керемет болу керек, деймін да, мықты болу керек. Өйткені сендер жаңағының алдын алуың керек. Бапкерге жаңағы пульсын несін қарап отыр, бапкерге айтты, что-то жүктеме көбейіп кетті. Мынау қалыпқа келмей бара жатыр. Кешкі жаттығудан босатыңыз деген сондай советтер. Сосын қай уақытта жаңағы креатинді беру, қай уақытта БЦА-ны беру керек. Мына мен бір кітап жазып шықтым, бірақ білмеймін, оны ешкім оқымай жүр. Орыс тілінде қазақшаға аударған жоқпыз әлі. Оған енді көмектескен бір мықты адамдар бар, қазір шетелде жүр. Сонда со кісілер жазуға көмектескен, өйткені медицина саласынан менікі төмен ғой білім. Мен спорт саласын айтып отырдым да, маған айтып отырдым. Мен айттым, мына жерде маған вот иммунитеті нашарлайды мынандай кезде, мынандай жүктеме болғанда. Сонда қандай дәрілер беруім керек деп. Сосын аналар айтты, міне мынандай иммуномодуляторлар бар. Мынаны берсең, мынаны мынандай уақытта берсең, или мына С витамині мен Е витаминін былай берсең, ол жаңағы иммунитетін күшейтеді деп. Білдің бе? Сондықтан мен сол медико-биологическое обеспечение спортивной подготовки деп жаздым. Сонда жаңағы гепатопротекторы дейді. Ол жаңа гепатопротектор, мынау бауырға түскен, бауыр деген мынау завод қой. Бүкіл сенің жеген, ішкен тамағыңды тазалап, жаман нәрселерін алып тастап отыратын осы завод. Хим завод бар ғой, нефтяной. Ана парафин несін алып тастайды. Мынау да сондай завод. Көрдің бе? Бұл алады да соның бәрін тазалайды. Сондықтан осыған көп түсіп кеткен кезде тамағың нашарлады, жүктеменің әсерінен жаңа қаншама молочный кислота, неше түрлі жаңағы ыдырауың нелері бар ғой, химиялық заттар бар, соның бәрі мына жерде тұрады. Соны мынаған қалай жүктерді жеңілдету үшін гепатопротекторлар болады. Гепатопротекторный программа. Мен соны айтамын, мына жерде қолдану керек, мынаны былай қолдану керек. Жаңа хондропротекторы дейді. Ол мынау суставтар. Мына біздің буындарымыз ең қиын қалыпқа келетін мына буын. Өйткені бұнда қан тамырлар мен капиллялар онда көп емес, көрдіңіз бе? Жетпейді. Сондықтан осыны қалыпқа келтіру қиын. Біз аламыз да, сондықтан жаңағы хондропротекторына суставтарын нығайтатын беруіміз керек. Иммуномодулирующий жаңағы спортшы мені қалпынан ең жүктеме, ең күшті формасына келеді ғой, дайындық деңгейіне. Сол кезде иммунитет нашарлайды. Сол уақытта біз иммуномодуляторларды беруіміз керек. Көрдің бе? Соның бәрін жаздым, бірақ оқымайды ешкім. Оқиды или қолданбайды, білмеген. Енді сізге тағы бір сұрағымыз бар. Жаңағы республикалық спорт колледж осы Алматы қаласында орналасқан қазақ спортының қара шаңырақ деп жатыр, соған келіп жатсыздар. Соның төңірегінде қазір дау-дамай өршіп тұр. Ол жақта енді жаңағы мектепті алып тастады дейді біреулер, жаңағы оны қалдыру керек дейді біреулер, керісінше академия ашқан жөн дейді. Сіз енді директор болып жатсыз, яғни екінші пікірді қолдайсыз енді. Өзіңіз айтыңыздаршы, сол дау-дамай неден шықты, түсініктеме жұмыстарын дұрыс. Мен басын білмеймін, мен басын көрмедім да, сол басында дұрыс жүрмеген дау деп ойлаймын, білмеймін, мен басын көрмедім не болған. Но ата-аналар қарсыласты. Бірақ мені енді директор қылып жаңа сайлаған кезде мен шілденің 1-інде келдім. Сол уақытта жаңағы әлі бәрі отыр екен. Маған айтты, Жұмажан Шағабаевич, осала тренировочный центр қылайық, мектепте 2 Қаркен Ахметовпен шаңыраққа бөліп сонда оқытайық деді. Бір жағынан енді дұрыс деп ойлаймын. Неге? Өйткені үшеуін бірдей қатар алып жүру мүмкін емес. Білдіңіз бе? Ол мүмкін емес, қиын.
Аналар жаңа жасөспірімдерді екеуі дайындап отырса екі интернат. Мына жерде колледж болып, сосын сразу бірден жаңағы менің ойым енді негізгі ойым бұлардікі де солай шығар, комитеттікі мен енді төрағамен ол туралы көп сөйлескен жоқпын. Бірақ мына колледж болу керек, сосын институт, сосын жаңа тренировочный центр соларда болу керек, білдің бе? Институт соларда қалыптасу керек. Жоқ, аталардың айтып отырғаны ол басқа жерден ашса қалай дейді, ол неге қалыптасқан? Басқа жер жоқ болып тұр ғой, көрдің бе? Басқа жер жоқ қой. Шаңырақ өзің білесің, Николаевский кімнен шыққан, анау төмен алыс жерде. Кәркен Ахметов атындағы мектеп интернат ол да анау төменгі жақта. А мынау ең керемет. Ғылым ордасы Казгу жаныңда, егер қазір жұмысымыз жүріп кетсе, Казгумен ғылым ордасы жаныңда, сосын орналасқан жері жақсы, сосын өзің көрсең, ана территориясының өте ыңғайлы да, қазір міне Құдай қаласа, қазір мектеп қайтып келеді. Команда берілді, мектеп қайтып келеді. Бірақ енді мектепте де ықшанбай шығармыз. Болашақта там 2 сынып бола ма, оны қараймыз енді қалай болатын. Енді халық сөйтіп не тұрып алмаса, енді өзгеріске дайын болмаса жақсы деп отырмыз. Министр айтты, жақсы, онда қайтарып мектептен етіңді жақсы деді. Халыққа жаңа барып жатыр. Енді мектептер просто ықшамды болады да, бұрынғыдай алған кезде 7-ші сыныпқа мысалы там 80, 90, 100 бала алынбайды да, енді там 25 бала алыну мүмкін. Ең үздік, ең жақсы деген резервтерден. Мүмкін орыс классы бір сынып, қазақ классы бір сынып, оны енді білмеймін. Болашақта оны көрсетер. Негізі жаңағы жерде енді тренировочный центр айтып отырмын ғой, ғылым орналасу ортасы жақсы да, сосын базасы жақсы. Қазір міне Құдай қаласа осы апта бүгін бе mesela маған звондап жатқан жоқ бүгін, неге келу керек? Уже стройканы жасайтын жаңа подрядчиктер келу керек. Біз 2 қабат спорт залдарын салайын деп жатырмыз. 4 кілемнен жататын, 4 даяннан жататын, білдің бе? Жаңағы басымды спорт түрлерінде. Сосын болашақта мектепті де сол басымды спорт түрлерін ғана қабылдау керек. Егер біз бір жүйемен кеттік, басымды жаңағы 5 спортымыз бар ма, 6 спортымыз бітті. Соған бүкіл ғылымда келуіміз керек. Ең Қазақстанда мықты деген мамандардың бәрін осы араға келуіміз керек. Көрдіңіз бе? Соларды әкелсек, ғылымдың бәрін. Құдай қаласа сол біз 6 спорт түрімен бар ғой. 6 алтын алып отырсақ, әр спорттан бір жетіп жатыр. Сен қандай деңгейге көтерілетініңді өзің түсініп отырсың да? Сондықтан бұл керек, бұл идея керек. Ал Жұмажан Шалабай, біраз қызық әңгіменің тегін аттыңыз ғой. Енді қарап отырсақ, зерделі ой, бір парасатты ой, ақылға қонымды ойлар айтып отырсыз. Ал жалпы осы атақты спортшыларымыз арасында сол сіздің немесе бапкерлердің арасынан сізбен осы ақыл сұрап сізден немесе ой бөлісуге келген азаматтар бар ма? Бұның ішінде менің курстарымды босатпай қатысатын, мен лекция оқыған кезде бұл Ермахан Ибраимов әйтеуір келеді. Сосын анау боксер бар еді ғой Ақтөбеде. Калиб Жафаров. 3 рет менің курсымнан қалмайды ғой, келеді. Юра Миличенко, олимпиада чемпионы. Ол да қатысқан, менен сұрайды. Қазір енді сұрамайды, өйткені ол уже менен де мүмкін жақсы білетін шығар. Қазір ол практикада жүр ғой, көрдің бе? Уже ол практикада жүр. Жаңағы Ақмола облысында жақсы да ма бапкер болып жүр. Оқушылары жаман емес дейді. Қазақстанда грек-римнен нәтижелері жақсы деп отыр. Білмеймін, мен енді көрген жоқпын, көп болды кездеспеген ол кісімен. Басқа білмеймін, басқа. Сосын жоқ, кімде бар екен ғой? Соңғы бокстан әлем чемпионы болды, соңғы емес, оның алдында кім еді? Сәкен. Жоқ. Ақтаулық бала. Ақтаулық жас жігіт. Жас жігіт Ақтаулық? Да, осыдан бір 4 жыл бұрын болды ма, 5 жыл бұрын болды ма? Әлібек. Бекзат Нұрдәулетов? Жоқ. Әлібек пе, Ақтаудық әйтеуір. Ол да лекциядан қалмайды, нетеді. Қазір мына Қайрат Сарымсақов деген келді, ол да келіп менен жаңа таеквондист. Келіп сұрап, қазір менде емес, драйста істеп жатыр, бірақ маған келіп жаңағы ақылдасып сөйлесіп отырады. Болашақта сол ізденген адамдар табады ол. Мен білем десе бітті дей бер. Ешкімді тыңдамайтын айтады ғой. Ең жаман қарғыс жаңа ешкімнің айтқан тыңдама, білмейді не дейді. Бірдеңе деген бар ғой. Сондай болмаса болды деп ойлаймын да. Аллаға осы студияға берген келгеніңізге үлкен рахмет. Қызық әңгіменің тегін артық деп ойлаймыз. Талай жастарға өнеге болады. Енді ғылым мен спорт бірге ұштасса, бұрынғы олқылықтардың орнын толтырып, үлкен табыстарға қазақ спорты жетеді деген ойдамыз. Сізге көп рахмет. Рахмет. Ал сонымен құрметті көрермендер, бүгінгі эфир аяқталды. Біз эфирде қонақта болған Республикалық спорт колледжінің директоры Имаяқов Жұмажан Шалабайұлы,
егер біздің бағдарлама ұнаса, көріңіздер, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, переннің келешекті санын тағатсыздан күтіңіздер. Қош сау болыңыздар.